Матта жазған қош хабар. 1 бап. Ибраимның ұрпағы, Дауыттың ұрпағы Иса Масихтың шежіресі мынадай. Ибраимнан Исақ туылды, Исақтан Яқып туылды, Яқыптан Яхуда һәм оның аға інілері туылды. Яхуда менен Тамарадан Парес һәм Зара туылды. Парестен Хесрон туылды, Хесроннан Рам туылды, Рамнан Аминадап туылды, Аминадаптан Нахшон туылды, Нахшоннан Салмон туылды, Салмон менен Рахаптан Боаз туылды, Боаз менен Руттан Обид туылды, Обидтен Ишай туылды, Ишайдан Дауыт патша туылды. Дауыт менен бұрын Урияның жұбайы болған Хаялдан Сүлейман туылды, Сүлейманнан Рехабам туылды, Рехабамнан Абия туылды, Абиядан Аса туылды, Асадан Ешофат туылды, Ешофаттан Эорам туылды, Эорамнан Узия туылды, Узиядан Йотам туылды, Йотамнан Ахаз туылды, Ахаздан Езекия туылды, Езекиядан Манасия туылды, Манасиядан Амон туылды, Амоннан Эосия туылды. Бабилонға сүргін етілгенде Эосиядан Ехония һәм оның інілері туылды. Бабилонға сүргін етілгеннен кейін Ехониядан Шалтиел туылды, Шалтиелден Зерубабел туылды, Зерубабелден Абихуд туылды, Абихудтан Елиаким туылды, Елиакимнен Азор туылды, Азордан Садок туылды, Садоктан Ахим туылды, Ахимнен Елехуд туылды, Елехудтан Елиазар туылды, Елиазардан Маттан туылды, Маттаннан Яқып туылды, Яқыптан Марьямның күйеуі Юсуп туылды, Марьямнан Масих деп аталған Иса туылды. Солай етіп, әммесі болып, Ибраимнан Дауытқа дейін 14 ұрпақ, Дауыттан Бабилонға сүргін етілуге дейін 14 ұрпақ, Бабилонға сүргін етілгеннен Масихқа дейін 14 ұрпақ. Иса Масихтың туылуы былай болды. Оның анасы Марьям Юсупке атастырылғаннан кейін, олар қосылмастан бұрын Марьямның мұхаддес рухтан хәмледар екенлігі білінді. Оның күйеуі Юсуп хақ адам болып, Марьямды ұятқа қалдырмайын деп, оған үйленуден жасырын түрде бас тартуды ойлады. Ол осылай ойлап жүргенде, Құдайдың бір періштесі оның түсіне еніп: «Хей, Дауыттың ұрпағы Юсуп, сен Марьямды өзіңе хаялыққа алудан қорқпа. Оның ішіндегі баласы мұхаддес рухтан. Марьям ол туады. Сен оның атын Иса деп қоясаң. Себебі ол өз халқын күнәларынан құтқарады», деді. Бұлардың әммесі Құдайдың пайғамбар арқалы алдын ала айтқан мына сөздерінің орынлануы үшін болды. «Міне, қыз хәмледар болып ұл туады. Оның атын Имануел деп қояды». Имануел, Құдай біздер менен бірге деген мәністе. Ұйқыдан тұрған Юсуп, Құдайдың періштесінің бұйырғанын істеп, Марьямға үйленді. Бірақ Марьям ұлын туғанша, Юсуп оған жақынлаған емес. Ол баланың атын Иса деп қойды. Матта жазған қош хабар. 2 бап. Иса Яхудияның Бетлехем қаласында патша Хиродтың заманында туылғаннан соң, Иерусалим қаласына күн шығыстан жұлдыз ізетлеушілер келіп: «Яхудилердің жаңа туылған патшасы қаяқта екен?» «Өйткені біздер күн шығыста оның жұлдызын көріп, оған табынуға келдік», деп сұрады. Бұны есткен патша Хирод һәм оның менен бірге бүткіл Иерусалим қаласы тынышсызланып қалды. Хирод халықтың барлық бас руханилерін һәм діни мұғалімлерін жинап алып, олардан Масихтың қай жерде туылуы тиіс екенін сұрастырды. Олар былай деді: «Яхудиядағы Бетлехемде. Себебі пайғамбар арқалы мынадай сөздер жазылған: Ей Яхудия жеріндегі Бетлехем, Яхудияның баслы қалаларынан сен еш кем емессің. Өйткені
менің халқым Израильді бағатығын көсем, сеннен шығады. Сонда Хирот жұлдыз ізетлеушілерді жасырын шақыртып, олардан жұлдыздың шыққан уақытын сұрастырып біліп алды. Оларды Бейтлехемге жіберіп, барып, нәресте хақында жақсылап біліп алыңдар. Оны тапқаннан кейін маған хабар беріңдер. Мен де барып оған табынайын, деді. Олар патшаның сөзін естіп болып жүріп кетті. Сонда өздері күн шығыста көрген жұлдыз олардың алдында жүріп, жол көрсетті. Һәм нәресте болған жердің үстінде тоқтады. Жұлдызды көргенде олар қатты қуанды. Үйге кіріп, нәрестені һәм оның анасы Мәриямды көрді де, нәрестенің аяғына жығылып, оған табынды. Өздерінің ғазине ыдысларын ашып, оған алтын, ладан һәм мірра деген қош иіслі затларды сыйға берді. Олар Хиротқа қайтып бармау хақында түслерінде ескертілгенліктен, басқа бір жолменен өз елдеріне қайтып кетті. Жұлдыз ізетлеушілер кеткеннен кейін, Құдайдың бір періштесі Юсуптың түсіне еніп, орныңнан тұр да, нәресте менен анасын алып, Мысырға қаш. Саған өзім хабар бергенімше, сол жерде бол. Себебі Хирот нәрестені өлтіру үшін ізлемекте, деді. Юсуп тұрды да, нәресте менен анасын алып, түн ішінде Мысырға қашып кетті. Хироттың өліміне Шекем сол жерде болды. Солай етіп, Құдайдың ұлымды Мысырдан шақырып алдым, деп пайғамбар арқалы алдын ала айтқан сөздері орынланды. Ал Хирот жұлдыз ізетлеушілердің алдап кеткенін түсініп, қатты ашуланды. Жұлдыз ізетлеушілерден уақытты біліп алған ол, Бейтлехемдегі һәм оның дөңгелегіндегі 2 жасар, һәм оннан да кіші ұл балалардың һәммесін өлтіруді бұйырды. Солай етіп, Еремия пайғамбар арқалы айтылған мына сөздер орынланды. Рамада бір дауыс естіледі, қатты зарлап жылаған. Балаларын жоқлап жылар Рахила. Жұбанғысы келмес, өйткені жоқ енді олар. Хирот өлгеннен кейін, Құдайдың бір періштесі Мысырда Юсуптың түсіне еніп, орныңнан тұр да, нәресте менен анасын алып, Израиль еліне қайт. Себебі нәрестені өлтірмекші болғанлар өлді, деді. Юсуп тұрып, нәресте менен анасын алып, Израиль еліне қайтты. Бірақ Яхудияда Хироттың орнына баласы Архелай патша болып отырғанын естіп, Юсуп ол жерге баруға қорқты. Түсінде аян арқалы ескертілген ол, Галила өлкесіне кетіп, Насра деген қалаға орналасты. Солай етіп, Ол Насралы деп аталады, деп пайғамбарлардың алдын ала айтқанлары орынланды. Матта жазған қош хабар 3 бап. Сол күнлері шомылдырушы Яхия келіп, Яхудия өлкесінің шөл даласында, «Тәубе етіңлер, өйткені аспан патшалығы жақынлап қалды», деп жариялады. Ишая пайғамбар арқалы мынадай деп алдын ала айтылған адам осы Яхия еді. Шөл далада бақырған біреудің даусы шығады. Иемізге жол таярлаңлар, оның жүретұғын жолларын дүзетіңлер. Яхия түйенің жүнінен киім киген, белін тері қайыспенен буған болып, оның ауқаты шегіртке менен жабайы харренің палы еді. Сол уақытта Иерусалимнің, бүткіл Яхудия өлкесінің һәм Йорданның бүткіл дөңгелегінің тұрғынлары оған барды. Һәм өздерінің күнәларын мойынлап, Йордан дариясында шомылдырылды. Яхия өзіне көп парисейлер менен саддукилердің шомылдырылуға кетірғанын көріп, оларға: «Ей улы жыланлардың тұқымлары! Келешектегі қаһарлы жазадан құтылуды сіздерге кім үйретті? Тәубе еткеніңізге лайық жеміс беріңлер.
және біздердің ата тегіміз Ибраим атағы деп ішлеріңізден ойламаңлар. Себебі сіздерге айтатұғыным, Құдай Ибраимға мына таслардан да балалар жасап бере алады. Тереклердің тамырында әзірдің өзінде балта жатыр. Жақсы мейве бермейтұғын әрбір терек шабылып, отқа тасланады. Тәубе еткеніңіздің белгісі ретінде мен сіздерді су менен шомылдыраман. Бірақ меннен кейін келуші меннен де құдіретлі. Мен оның аяқ киімін шешуге де лайықлы емеспен. Ол сіздерді мұқаддес рух һәм отпенен шомылдырады. Оның жабасы қолында. Ол өз қырманын тазалап, бидайын ғаллиқанасына жинайды, ал сабанын сөнбес отқа жандырады, деді. Сонда Иса Яхия тарапынан шомылдырылу үшін Галиладан Йордан дариясына Яхияның қасына келді. Бірақ Яхия оны іркіп, «Сенің қолыңнан шомылдырылуға мен мұқтажбен ғой. Сен неге маған келатырсың?» деді. Бірақ Иса оған жауап беріп, «Енді разы бол. Бүткіл хақлықты біздер ұсылайынша орылауға тиісліміз ғой», деді. Соннан соң Яхия оған қайылшылық берді. Иса шомылдырылып, дәрру судан шықты. Міне, аспан ашылып, ол Құдайдың рухының өзінің үстіне кептердей түсіп кетірғанын көрді. Сонда аспаннан, «Бұл менің сүйеклі ұлым, мен оған ырзаман» деген саза естілді. Матта жазған қош хабар, 4-ші бап. Соннан соң шайтан сынасын деп, мұқаддес рух Исаны шөлге алып барды. Иса сол жерде 40 күн 40 түн ораза тұтып, ақыры аш болды. Сонда азғырушы шайтан оның қасына келіп, «Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, мына тасларға бұйыр, олар нанға айлансын», деді. Иса жауап қайтарып, «Адам тек қана нан менен емес, ал Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөз менен жасайды, деп мұқаддес жазуда айтылған ғой», деді. Соннан соң шайтан оны мұқаддес қала Иерусалимге алып барып, әбәдатхананың төбесіне тұрғызып қойды да, оған, «Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, төмен секірші. Өйткені мұқаддес жазуда былай деп айтылған ғой. Ол өзінің періштелеріне бұйрық береді. Аяғыңды тасқа ұрып алмауың үшін, олар сені қолдарында көтеріп, алып кетеді», деді. Иса оған, «Құдай иеңді сынама, деп те мұқаддес жазуда айтылған ғой», деді. Және шайтан оны жүдә биік бір тауға апарып, оған дүнияның барлық патшалықтары менен олардың сән салтанатларын көрсетіп, «Егер аяғыма жығылып, маған табынсаң, осылардың әммесін саған беремен», деді. Сонда Иса оған, «Жоқ бол көзімнен шайтан. Құдай иеңе сыйынып, тек оған қызмет ет, деп мұқаддес жазуда айтылған ғой», деді. Соннан кейін шайтан оның қасынан кетті. Сонда періштелер келіп, Исаға қызмет етті. Иса Яхияның тұтқынға алынғанын естіп, Галила өлкесіне қайтып кетті. Ол Насра қаласын қалдырып, Зебулон һәм Нафтали дөңгелегіндегі теңіздің жағасында жайласқан Капернаумға келіп орналасты. Солай етіп, Ишая пайғамбар арқылы айтылған мына сөздер орынланды. «Ей Зебулон жері, һәм Нафтали жері, теңізге баратұғын жолдағы Йорданның арғы жағасындағы басқа миллетлердің Галила елі. Қараңғылықта жасаған халық үлкен бір жарықты көрді. Өлім қараңғысында жасағанлар үшін жақтылық нұры түсті». Сол уақыттан баслап, Иса, «Тәубе етіңлер, себебі аспан патшалығы жақынлады», деп жариялай баслады. Иса Галила теңіздің жағасында жүргенде, теңізге ау салып атырған
екі ағалы ініліні, Петр деп аталған Симонды һәм оның інісі Андрейді көрді. Олар балықшылар еді. Иса оларға: Менің ізіме еріңлер. Мен сіздерді адамларды Құдайдың жолына түсірушілер қыламан, деді. Олар дәру ауларын таслап, оның ізіне ерді. Сол жерден кетіп баратырып, ол басқа екі ағалы ініліні, Зебедейдің ұлы Яқыпты һәм оның інісі Юханды көрді. Олар әкесі Зебедей менен бірге қайықта ауларын жамап отырған еді. Иса оларды да шақырды. Олар дәру қайықты да, әкесін де қалдырып, оның ізіне ерді. Иса Пөткіл Галила өлкесін аралап жүрді. Олардың мәжілісханаларында тәлім берді. Һәм аспан патшалығы туралы қош хабарды жариялап, халықтағы әр қандай ауру һәм хәлсізлікті шипалайтұғын еді. Иса туралы хабар Пөткіл Сирияға жайылды. Барлық ауру адамларды, түрлі сырқау һәм дәртке ұшырағанларды, жин ұрғанларды, қояншық һәм ләң болғанларды оған алып келді. Иса оларға шипа берді. Оның ізіне Галиладан, Декаполистен, Иерусалимнен, Яхудиядан һәм Йорданның арғы жағынан келген көп халық еріп жүрді. Матта жазған қош хабар 5 бап. Иса халықты көріп, бір тауға шықты. Ол отырғаннан кейін шәкіртлері қасына келді. Иса оларға былай деп тәлім бере баслады: Рухи жарлы болғанлар бақытлы. Аспан патшалығы олардікі. Қайғырып жүргенлер бақытлы. Олар жұбаныш табады. Кіші пейілілер бақытлы. Олар жер жүзіне иелік етеді. Хақлыққа мүтәж болғанлар бақытлы. Құдай оларды толық қанаатландырады. Мейірім шәпәтлер бақытлы. Олар мейірім шәпәт алады. Пәк кеуілдер бақытлы. Олар Құдайды көреді. Жарастырушылар бақытлы. Олар Құдайдың балалары деп аталады. Хақлық үшін қудаланғанлар бақытлы. Аспан патшалығы олардікі. Адамлар сіздерді мен себеплі қорласа, қудаласа, әр түрлі өтірік сөздер менен жамалласа, сіздер бақытлысыздар. Қуаныңлар, һәм шадланыңлар. Өйткені сіздердің аспандағы сыйыңыз үлкен. Сіздерден бұрынғы пайғамбарларды да ұслай қудалаған. Сіздер дүнияның тұзысызлар. Бірақ тұз өз күшін жойса, оны қалай және шорлы қылуға болады? Онда ол ешнәрсеге жарамайды. Тек шығарып тасланып, адамлардың аяғы астында басылып қалады. Сіздер дүнияның нұрсызлар. Тау басына салынған қала жасырын болып қалмайды. Сондай-ақ шыраны жаққаннан соң, оны ыдыстың астында емес, ал шыра қойғышқа қояды. Сонда ол үйдегілердің әммесіне өз жақтысын түсіреді. Сол сияқтылы, сіздердің нұрыңыз адамлардың алдында жарқырай берсін. Адамлар сіздердің жақсы істеріңізді көріп, аспандағы әкеңізді даңққа бөлесін. Сіздер мені мұхаддес низамды, ямаса пайғамбарлардың жазуларын бекар етуге келді деп ойламаңлар. Мен бекар ету үшін емес, ал орынлау үшін келдім. Сіздерге шынын айтып тұрман. Аспан менен жер жойылмағанша, мұхаддес низамның бір әрібі де, бір ноқаты да жойылмайды. Барлығы да орынлануы тиіс. Солай етіп, кім-де-кім осы бұйрықлардың ең кіші біреуін бұзып, адамларға да солай үйретсе, ол аспан патшалығында ең кіші болып саналады. Ал кім-де-кім оларды орынлап, адамларға үйретсе, ол аспан патшалығында ұлы болып саналады. Менің сіздерге айтатұғыным, егер сіздердің хақлығыңыз діни мұғалімдер менен фарисейлердікінен артық болмаса, сіздер аспан патшалығына кірмейсіз. Адам өлтірме. Кім-де-кім адам өлтірсе, ол үкім етілуге тиіслі, деп бұрынғыларға айтылғанды естігенсіз. Ал менің сіздерге айтатұғыным, кім-де-кім туысқанына бекарға ғазепленсе, ол үкім етілуге тиіслі. Кім-де-кім туысқанын масқаралап, оған ақылсыз адамсаң десе,
жоғарғы кеңес тарапынан hüküm етілуге тиіслі. Ал кімде-кім туысқанына ақмақ десе, дозақ отына түсуге тиіслі. Сондықтан, егерде сен құрбанлығыңды құрбанлық шалынатын орынға алып келгеніңде, жақын адамыңның саған өкпелі екені сол жерде есіңе түссе, құрбанлығыңды сол жердің алдында қалдырып, әуелі жақын адамыңа барып, оның менен жарасып ал. Соңынан қайтып келіп, құрбанлығыңды Құдайға бер. Сен дауласың менен бірге hüküm етілуге баратырған уақытыңда, оның менен тезірек жарасып ал. Олай етпесең, ол сені қазының алдына апарады. Қазы сені сақшыға тапсырып, қаматып тастайды. Саған шынын айтамын, соңғы тиыныңды төлеп тауыспағаныңша, ол жерден шыға алмайсың. Сіздер неке хадаллығын бұзба дегенді естігенсіз. Ал менің сіздерге айтатуным, кімде-кім басқа бір хаялға бұзық ниетпенен қараса, ол әлде қашанақ кеулінде оның менен неке хадаллығын бұзған болады. Егер сені оң көзің азғырса, оны ойытпасла. Себебі бүткіл денеңнің дозаққа түскенінен көре, бір мүшеңнің жоқ болғаны саған жақсырақ болады. Егер сені оң қолың азғырса, оны шауып тасла. Бүткіл денеңнің дозаққа түскенінен көре, бір мүшеңнің жоқ болғаны саған жақсырақ болады. Тағы да, кімде-кім өз хаялыменен ажыраспақшы болса, оған талаққат берсін, делінген. Ал менің сіздерге айтатуным, кімде-кім неке хадаллығын бұзбаған хаялынан ажырасса, хаялының неке хадаллығын бұзуына себепкер болады. Сондай-ақ, кімде-кім күйеуінен ажырасқан бір хаялды алса, ол неке хадаллығын бұзады. Тағы да сіздер антыңды бұзба, Құдай алдында антыңды орынла, деп бұрынғыларға айтылғанды естігенсіз. Ал менің сіздерге айтатуным, еш уақытта ант ішпе, аспа менен де ант ішпе, өйткені ол Құдайдың тақты. Жер менен де ант ішпе, себебі ол оның аяқ басары. Иерусалим менен де ант ішпе, өйткені ол ұлы патшаның қаласы. Өз басың менен де ант ішпе, себебі сен бір тал шашыңды да ағарта, ямаса қарайта алмайсың. Сіздердің ауа сөзіңіз ауа, ямаса яқ сөзіңіз яқ болсын. Бұннан басқасы шайтаннан. Сіздер көзге көз, тіске тіс дегенді ескенсіз. Ал менің сіздерге айтатуным, жаман адамменен қарсыласпаңлар. Біреу бетіңнің оң жағына ұрса, оған бетіңнің сол жағында тұт. Біреу сенің менен дауласып, көйлегіңді алғысы келсе, оған шапаңды да шешіп бер. Біреу сені өзі менен бірге бір шақырым жер жүруге мәжбүрлесе, оның менен бірге 2 шақырым жүр. Сенен сорағанға бер, сенен қарызға алайын дегеннен аяма. Сіздер жанындағы адамды сүй, дұшпаныңды жек көр дегенді естігенсіз. Ал менің сіздерге айтатуным, дұшпанларыңызды сүйіңлер, сіздерді қудалайтығынлар үшін дуа етіңлер. Сонда аспандағы әкеңіздің балалары боласылар. Өйткені ол жаманлардың үстіне де, жақсылардың үстіне де өз құяшының нұрын төгеді. Һәм хақ адамлардың үстіне де, нақақлардың үстіне де жауынын жаудырады. Егер сіздер өздеріңізді сүйгенлерді ғана сүйсеңлер, қандай сыйлық аласыздар? Салықшылар да солай істемей ме? Сіздер туысқандарыңыз менен ғана сәлемдессеңлер, онда қандай өзгешеліктеріңіз бар? Бұтқа табынушылар да солай істемей ме? Солай етіп, аспандағы әкеңіздің мінсіз болғаны сияқты, сіздер де мінсіз болыңлар. Матта жазған қош хабар 6 бап. Абайлаңлар, сіздер сауап істеріңізді адамларға көрсету үшін олардың алдында істемеңдер. Олай етсеңлер, сіздерге аспандағы әкеңізден сыйлық болмайды. Солай етіп, сен қайыр садақа бергеніңде, 2 жүзділер сияқлы өз-өзіңнен жар салма. Бұндайлар адамлар мақтасын деп, мәжілісханаларда һәм көшелерде ұшылай істейді. Сіздерге шынын айт тұрман, олар әлі қашан өз сыйларын алып болды. Сен қайыр садақа бергеніңде, оң қолыңның не істегенін сол қолың білмесін. Сонда сенің қайыр беруің жасырын болады, һәм жасырынлықты көруші әкең саған қайтарады. Дуа еткеніңізде, адамларға көрсету үшін мәжілісханаларда һәм көшелердің мүйішлерінде тұрып, дуа етуді жақсы көретуін 2 жүзділер сияқлы болмаңлар. Сіздерге шынын айттырман, олар әлі қашан өз сыйларын алып болды.
Ал сен дуа еткеніңді бөлмеңе кіріп, есігіңді жапқаннан соң көзге көрінбейтін әкеңе дуа ет. Сонда жасырылықты көруші әкең саған қайтарады. Дуа еткеніңізде бұтқа табынушылар сияқлы мылжыңға берілмеңдер. Олар көп сөйлесек тыңлар деп ойлайды. Сіздер оларға ұқсамаңлар. Себебі әкеңіз неге мұқтаж екенлігіңізді оннан сорамасыңыздан алдын біледі. Сондықтан сіздер былай деп дуа етіңдер. Аспандағы әкеміз, сенің атың мұқаддес бола берсін. Сенің патшалығың келсін. Аспанда орынланғаны сияқлы, жерде де сенің еркің орынлансын. Біздерге бүгін де күнделікті нанымызды бере көр. Біздерге күнә істегенлерді кешіргеніміздей, біздердің де күнәларымызды кешіре көр. Біздердің азғырлауымызға жол қоймай, шайтаннан құтқара көр. Себебі патшалық та, құдірет те, ұлылық та мәңгілікке сенікі. Аумин. Егер сіздерге күнә істегенлерді кешірсеңлер, аспандағы әкеңіз де сіздерді кешіреді. Ал егер сіздерге күнә істегенлерді кешірмесеңлер, әкеңіз де күнәларыңызды кешірмейді. Ораза тұтқаныңызда екі жүзділер сияқлы мұңайып жүрмеңлер. Олар адамларға ораза тұтушы болып көріну үшін ғана ажарын бұзып жүреді. Сіздерге шынын айтамын. Олар әлі қашан өз сыйларын алып болды. Сен ораза тұтқаныңда шашыңды тарап, бетіңді жу. Солай етіп, ораза тұтқаның адамларға емес, ал көзге көрінбейтін әкеңе көрінсін. Жасырылықты көруші әкең саған қайтарады. Өздеріңізге жер бетінде байлық жинамаңлар. Бұл жерде оны күйе де жейді, тат та басады, ұрылар да бұзып көріп ұрлайды. Ал өздеріңізге аспанда байлық жинаңлар. Сол жерде оны күйе де жемейді, тат та баспайды, ұрылар да бұзып көріп ұрламайды. Өйткені байлықларыңыз қай жерде болса, кеуілдеріңіз де сол жерде болады. Көз дененің шырағы. Сондықтан да егер көзің сау болса, бүткіл денең де жарық болады. Егер көзің сау болмаса, бүткіл денең де қараңғы болады. Сондықтан егер ішіңдегі жарық қараңғы болса, онда қараңғылықтың өзі қаншайлы тас түнек болады. Ешкім екі қожаға қызмет ете алмайды. Себебі ол біреуін жек көріп, екіншісін жақсы көреді. Ямаса біреуіне садық болып, екіншісіне ітібарсыз қарайды. Сіздер hem Құдайға, hem байлыққа бірдей қызмет ете алмайсызлар. Сондықтан сіздерге айтатыным, не ішіп, не жейміз деп жаныңыз үшін, не киеміз деп денеңіз үшін тәшвишленбеңдер. Жан ауқаттан, дене киімнен артық емес пе? Аспандағы құстарға қараңлар. Олар екпейді де, ормайды да, телекке жинамайды да. Ал аспандағы әкеңіз оларды асырайды. Сіздер олардан анағұрлым артық емессіздер ме? Тәшвишлену себеплі, кім сіздерден араңызда өз өмірін бір сағатқа болса да ұзайта алады? Даладағы лилия гүлдерінің қалай өсіп тұрғанына қараңлар. Олар мейнет те етпейді, жіп те иірмейді. Ал сіздерге айтатыным, Сулайман да өзінің сән салтанатында ұслардың біреуіндей сәнлі киінбеген еді. Егер бүгін бар болып, ертең ошаққа тасылынатын даладағы шөпті Құдай солай киіндірсе, сіздерді олардан да артық киіндірмес педі? Әй, сенімі азлар! Сондықтан да не ішіп, не жейміз, ямаса не киеміз деп тәшвишленбеңдер. Өйткені ұслардың әммесін бұтқа табынушылар іздеп жүреді. Осы нәрселердің әммесіне мұқтаж екеніңізді аспандағы әкеңіз біледі. Ең алдыменен Құдайдың патшалығын, һәм оның хақлығын іздеңдер. Сонда бұлардың әммесі сіздерге қосымша етіп беріледі. Солай етіп, ертеңгі күн туралы тәшвишленбеңдер. Себебі ертеңгі күн өзі үшін өзі ғам жейді. Әр күннің өз ғамы өзіне жетеді. Матта жазған қош хабар 7-ші бап. Басқаларды үкім етпеңдер, сонда сіздер де үкім етілмейсіздер. Өйткені сіздер басқаларды қалай үкім етсеңдер, Құдай да сіздерді солай үкім етеді. Қандай өлшемені өлшеп берсеңдер, Құдай да сіздерге сондай өлшемені өлшеп береді. Сен неге туысқанының көзіндегі шөпті көріп тұрып, өз көзіңдегі қаданы сезбейсің?
өз көзіңде қада бола тұра, қалай қане көзіңдегі шөпті шығарып алайын деп туысқаның айтысың? Ей, екі жүзлі, дәстеп өз көзіңдегі қаданы шығар, сонда анық көріп туысқаныңның көзіндегі шөпті шығара алысың. Мұқаддес затты итлерге бермеңдер, інжі маржанларыңызы шошқалардың алдына тастамаңлар. Оларды аяқтары менен басқылап, айланып келіп сіздерді тілгімлеп тастайды. Сораңлар, сіздерге беріледі. Іздеңлер, табасызлар. Есікті қағыңлар, ол сіздерге ашылады. Себебі сораған әрбір адам алады. Іздеген табады. Есік қаққанға ашылады. Сіздердің араңызда ұлы нан сораса, тас беретін адам бар ма? Я болмаса, балық сораса, оған жылан беретін бар ма? Өздеріңіз жаман бола тұра, балаларыңызға жақсы сыйлар беруді білсеңіз, онда аспандағы әкеңіз өзіне сорағанларға қаншелік көп игіліктер береді. Солай етіп, әмместе адамлардың сіздерге не істегенін қалесеңдер, сіздер де оларға соны істеңдер. Мұхаддес нызанның да, пайғамбарлардың жазуларының да мәнісі ұсы. Тар қапыдан кіріңдер. Өйткені набыт болуға апаратуын қапы кең, жолда үлкен, оның менен жүретұлар көп. Ал өмірге апаратуын қапы тар, жолда кіші, оны табатуынлар аз. Жалған пайғамбарлардан сақ болыңлар. Олар қой терісін жамылып сіздерге келеді, бірақ іштерінде олар жыртқыш қасқырлар. Сіздер оларды мейвестен білесіздер. Шеңгелден жүзім, ямаса ошағаннан әнжір жине аласыз ба? Әр бір жақсы терек жақсы мейве береді. Жаман терек жаман мейве береді. Жақсы терек жаман мейве. Жаман терек жақсы мейве бере алмайды. Жақсы мейве бермейтін әр бір терек шабылып, отқа тасылады. Солай етіп, сіздер оларды мейвесінен білесіздер. Маған ием дегеннің әр бірі емес, тек аспандағы әкемнің еркін орынлаушы аспан патшалығына кіреді. Заманның ақырғы күнінде көбісі маған, ием, біздер сенің атың менен пайғамбаршылық етіп, сенің атың менен жинлерді қуып шығармадық па? Сенің атың менен көп караматтар істемедік пе дейді. Сонда мен оларға, мен сілерді ешқашан таныған емеспен. Менен аулақ кетіңдер, ей нызамды бұзушылар деп ашық айтамын. Солай етіп, менің осы сөздерімді тыңлап, оларды орлаушылардың әр бірі өз үйін жар тас үстіне салған ақылlı адамға ұқсайды. Жауын жауып, дариялар тасып, шамал есіп, бұл үйді соққылады. Бірақ ол жар тас үстіне салынғандықтан құламады. Ал менің осы сөздерімді тыңлап, оларды орламаушылардың әр бірі өз үйін шегеқұм үстіне салған ақылсыз адамға ұқсайды. Жауын жауып, дариялар тасып, шамал есіп, бұл үйді су басқанда, ол құлап, қатты қиралды. İsa осы сөздерді айтып болғанда, халық оның тәліміне таң қалды. Себебі ол діни мұғалімдер сияқлы емес, ал өз билігі менен адамларға тәлім берді. Матта жазған қош хабар 8-ші бап. İsa таудан түскенде, ізіне көп халық ерді. Сонда оның қасына махау кесел адам келіп, аяғына жығылды да, Ием, егер сен қалесең, менің махау кеселден тазалай аласаң ғой, деді. İsa қолын созып, оған тигізді де, қалеймін, тазалан, деді. Ол сол уақытта махау кеселден тазаланып, шипа тапты. İsa оған, абайлы бол, оны ешкімге айтпа. Бірақ руханиге барып, өзіңді көрсетті. Махау кеселден тазаланғанды адамларға дәлелеу үшін Муса бұйырған құрбанлықты бер, деді. İsa Капернаумға кірген уақытта, оның қасына бір римлі жүзбасы келіп, Ием, менің қызметшім ләң болып, қатты қиналып үйде жатыр, деп оннан жәрдем сұрады. İsa оған, мен барып, оған шипа бермен, деді. Ал жүзбасы, Ием, сенің шаңырағыма келуіңе мен лайықлы емеспін. Тек бір сөз ғана айтсаң, қызметшім жазылып кетеді. Өйткені мен де біреудің қол астындағы адаммын.
Өзіме бағынышlı әскерлерім де бар. Олардың біреуіне бар десем, барады. Екіншісіне кел десем, келеді. Құлыма мынаны ісле десем, іслейді. Деп жауап қайтарды. Бұларды есткен Иса таң қалып, ізіне еріп келатырғанларға: Сіздерге шынын айтып тұрман. Мен бұндай сенімді Израильда да ұшыратпаған едім. Сіздерге айтатұғыным, шығыстан һәм батыстан көп адамдар келіп, Ибрайым, Исақ һәм Яқпенен бірге аспан патшалығында дастұрханлас болады. Ал патшалықтың мирасқорлары сыртқы қараңғылыққа шығарып тасланады. Сол жерде олар жылап, пұшайман жейді. Деді. Соннан соң Иса жүзбасыға: Бара бер, сенің сеніміңе қарай болсын. Деді. Жүзбасының қызметшісі сол уақытта жазылып кетті. Иса Петрдің үйіне келіп, оның қайын енесінің ысылығы көтеріліп, ауырып жатырғанын көрді. Иса хаялдың қолына қолын тигізгенде, ысылығы түсті. Һәм хаял орнынан тұрып, оған қызмет етті. Кеш болғанда, адамлар Исаға жын ұрған көп адамларды алып келді. Иса олардағы жауыз рухларды өзінің сөзі менен қуып шығарып, ауырғанлардың әммесіне шипа берді. Бұлар Ишая пайғамбар арқылы айтылған мына сөздердің орынлануы үшін болды. Ол хәлсіздіктерімізді өзіне алды, ауруларымызды өзіне жүкледі. Иса дөңгелегіне жиналған көп халықты көргенде, шәкіртлеріне теңіздің арғы жағасына өтуді бұйырды. Сонда бір діни мұғалім келіп, оған: Ұстаз, сен қаяққа барсаң да, мен саған еремен, деді. Иса оған: Түлкілердің інлері, аспандағы құстардың ұялары бар. Бірақ адам ұлының бас паналайтын орнында жоқ. Деді. Және бір шәкірті оған: Ием, дәслеп барып, әкемді жерлеуіме рұқсат ет. Деді. Бірақ Иса оған: Маған ер, өз өлгендерін жерлеуді өлілерге қалдыр. Деді. Иса қайыққа мінгенде, шәкіртлері де оның ізінен мінді. Теңізде тосаттан күшлі дауыл көтеріліп, толқынлар қайықты суға толтыра бастады. Ал Иса ұйықтап жатыр еді. Сонда шәкіртлері оған жақындап келді де, оны оятып: Ием, біздерді құтқар, набыт болажақпыз, деді. Иса оларға: Неге бұнша қорқасыздар? Ей, сенім азлар! Деді де, тұрып самалға һәм теңізге тыйым салғанда, ауыр тынышлық орнады. Адамлар таң қалысып: Самалды да, теңізді де өзіне бойсындыратұғын бұл кім? Десті. Иса арғы жағадағы Гадара өлкесіне келгенде, қабірлердің арасынан келатырған жын ұрған екі адамды ұшыратты. Олар жүда қаһарлы болғанлықтан, бұл жолменен өтуге ешкімнің батылы бармайтұғын еді. Олар қышқырысып: Құдайдың ұлы Иса, сенің біздерменен не жұмысың бар? Бұл жерге біздерді уақыты келместен бұрын азаплауға келдің бе? Деді. Олардан алысырақта бір үлкен шошқа падасы жайылып жүрген еді. Жіндер Исаға: Егер біздерді қуып шығаратұғын болсаң, шошқалардың падасына жібер, деп жалынды. Сонда Иса оларға: Барыңлар, деді. Жіндер адамлардан шығып, шошқалардың ішіне кірді. Сонда шошқалардың әммесі жуырсып, тік жағадан теңізге түсті де, суда набыт болды. Падашылар қашып қалаға барып, бәрін хабарлады, һәм жын ұрғанларға не болғанын да айтып берді. Сонда қаланың барлық тұрғынлары Исаның алдына шықты. Олар оны көргенде, өлкеден шығып кетуін өтінді. Матта жазған қош хабар, 9 бап. Соңынан Иса қайыққа мініп, теңіздің арғы жағасына өтті де, өз қаласына қайтып келді. Сонда адамлар төсегінде жатырған бір ләң адамды көтеріп, оған алып келді.
İsa олардың сенімін көріп, ләң адамға: Балам, шегерлі бол. Күнәларың кешірілді, деді. Сонда діни мұғалімдердің кейбіреулері ішлерінен: Бұл Құдайға тіл тигізіп тұр ғой, деді. İsa олардың не ойлағанын біліп, оларға: іштеріңізден неге жаманлық ойлап тұрсыздар? Қайсысын айту аңсатырақ? Күнәларың кешірілді, деу ме? Ямаса, орнынан тұрып жүре бер, деу ме? Бірақ, адам ұлының жер бетінде күнәларды кешіруге билігі бар екенін біліп қойыңлар. Деді де, ләң адамға: Орнынан тұрып, төсегіңді ал да үйіңе бар, деді. Ләң адам орнынан тұрып, үйіне кетті. Бұны көрген адамларды қорқыныш билеп, адамларға осындай билік берген Құдайды мақтады. İsa сол жерден кетіп баратырып, салық кеңсесінде отырған Матта атлы адамды көрді де, оған: менің ізіме ер, деді. Ол орнынан тұрып, İsa'ның ізіне ерді. İsa оның үйінде дастұрхан басында отырғанда, көплеген салықшылар менен күнәкарлар келіп, ол һәм оның шәкіртлері менен бірге дастұрханлас болды. Фарисейлер бұны көріп, оның шәкіртлерінен: Сізлердің ұстазыңыз неге салықшылар һәм күнәкарлар менен бірге ас ішіп отыр? деп сұрады. Бұны есткен İsa оларға: шпакерге дені саулар емес, ал аурулар мүтәш. Сіздер барып, мен құрбарлық емес, ал мерім шапат тілеймін деген сөздердің мәнісін біліп алыңдар. Себебі мен хақ адамларды емес, ал күнәкарларды шақыру үшін келдім, деді. Сол уақытта Яхияның шәкіртлері келіп, İsa'дан: Біздер де, фарисейлер де жиі ораза тұтамыз. Ал сенің шәкіртлерің неге ораза тұтпайды? деп сұрады. İsa оларға: тойға келгендер, күйеу олар менен бірге болған уақытта қайғыра ала ма? Бірақ олардан күйеуді тартып алып кетілетін күндер келеді. Сонда олар ораза тұтады. Ешкім ескі киімге жаңа тауардан жамау жамамайды. Өйткені жаңа жамау ескі киімнен жыртылып қалып, жыртық бұрынғысынан да бетер болады. Жаңа шарапты да ешкім ескі меске құймайды. Олай етсе, мес жарылып, шарапты ағып кетеді, мес де бұзылады. Жаңа шарап жаңа меске құйылады. Сонда екеуі де сақланады, деді. İsa оларға ұсыларды айтып тұрғанда, қасына бір мәжілісхананың басшысы келіп, оның аяғына жығылды да: Менің қызым жаңа ғана өлді. Сен келіп оған қолыңды тигіз, сонда ол тіріледі, деді. İsa орнынан тұрып, шәкіртлері менен бірге оған ерді. Сонда 12 жыл бойы қан кетіп ауырған бір аял İsa'ның артына жақындап келіп, оның киімінің шетіне қолын тигізді. Себебі аял ішінен: оның киіміне ғана қолымды тигізсең, шипа табамын, деген еді. İsa бұрылып, оны көрді де: қызым, жігерлі бол, сенің сені құтқарды, деді. Аял сол уақытта шипа тапты. İsa басшының үйіне келгенде, сыбызғышларды һәм тынышсызланып тұрған адамларды көріп, оларға: шығыңлар, қыз өлген жоқ, тек ұйқылап жатыр, деді. Олар İsa'ның үстінен күлді. Адамлар сыртқа шығарылғаннан кейін, İsa ішке кіріп, қыздың қолын ұстағанда, қыз орнынан тұрды. Бұл уақия туралы хабар бүткіл дөңгелекке жайылды. İsa сол жерден кетіп баратырғанда, оның ізіне екі соқыр адам еріп, оған: Дауыттың ұрпағы, біздерге рахым ете көр, деп бақырысты. Ол үйге кіргенде, оның қасына соқырлар да келді. İsa оларға: менің бұны істей алатыныма сенесіздер ме? деп сұрады. Олар: ауа, ием, сенеміз, деп жауап берді. Сонда İsa олардың көздеріне қолын тигізіп: сіздерге сеніміңіз бойынша болсын,
дегенде олардың көздері көре баслады. Иса оларға: абайлаң, бұны ешкім білмесін деп қатаң тапсырды. Бірақ олар сыртқа шығып, Иса туралы хабарды бүткіл дөңгелекке жайды. Олар шығып кетейін деп атырған уақытта, адамлар Исаға жын ұрғаны себеплі көңілек болған бір адамды алып келді. Жын қуып шығарылғаннан кейін, көңілек адам сөйлей баслады. Адамлар таң қалысып, Бұндай уақия Израильда ешқашан болған емес еді десті. Бірақ фарисейлер: ол жинлердің баслығының күшіменен қуып шығарып жүр десті. Соннан соң Иса барлық қала һәм ауылдарды аралап жүрді. Яһудилердің мәжлисханаларында тәлім берді. Һәм аспан патшалығы туралы қош хабарды жариялап, барлық ауруларға һәм һәмме хәлсіз адамларға шипа берді. Ол көп халықты көріп, оларға жаны ашыды. Өйткені олар шопансыз қойларға ұқсап қиналған һәм пытыраңқы еді. Сонда ол шәкіртлеріне: орылатығын егін көп, бірақ жұмысшылар аз. Сондықтан зүраттың иесі болған иемізден өзінің атысына егінді оратың жұмыстар жіберуін дуа етіп сораңлар деді. Матта жазған қош хабар 10 бап. Иса 12 шәкіртін қасына шақырып алып, оларға жауыз рухларды қуып шығаруға һәм барлық аурулар менен хәлсізліклерге шипа беруге билік берді. 12 елшінің атлары мынадай: Петр деп аталған Симон һәм оның інісі Андрей, Зебедейдің баласы Яқып һәм оның інісі Юхан, Филипп пенен Бартоломей, Томас пенен салықшы Матта, Алфейдің баласы Яқып һәм Тадей, ватансүйер Симон һәм кейін Исаға сатқынлық істеген Яхуда Исхариот. Иса осы 12-сін жібергенде, оларға былай деп тапсырмалар берді: басқа миллетлердің жерлеріне бармаңлар, Самариялылардың қалаларына да кірмеңлер. Ал жоғалған қойлардай болған Израиль халқына барыңлар. Баратырып жол бойы аспан патшалығы жақынлады деп жариялап жүріңлер. Ауруларға шипа беріңлер. Өлгенлерді тірілтіңлер. Махау кесел болғанларды тазалаңлар. Жінлерді қуып шығарыңлар. Ешейін алдыңлар, ешейін беріңлер. Белді қалталарыңызға алтын, күміс һәм мыс теңгелер салып жүрмеңлер. Жолға дорбада, ауысық киімде, аяқ киімде, таяқта алмаңлар. Себебі минет етуші өз нанын табады. Сіздер қайсы қалаға, ямаса ауылға кірсеңлер де, сол жерде кімнің ылайықлы екенін іздеп табыңлар да, кеткенше сол адамның үйінде тұрыңлар. Оның үйіне кіргеніңізде аманлық тілеп сәлем беріңлер. Үй ылайықлы болса, тілеген аманлығыңыз сол үйге орнайды. Ылайықлы болмаса, тілеген аманлығыңыз өздеріңізге қайтады. Егер сіздерді біреу қабыл алмаса, һәм сөздеріңізге құлақ аспаса, сол үйден, ямаса қаладан шығып баратырып, аяқларыңыздағы шаңды қағып кетіңлер. Сіздерге шынын айт тұрман. Хүкім шығарылатын қиямет қайым күнінде Содом менен Гоморраның аухалы сол қаланың аухалынан жеңілірек болады. Міне, мен сіздерді қойларды қасқырлардың арасында жібергендей жіберіп атырман. Сондықтан жыландай ақыллы, кептердей ақ кеуіл болыңлар. Адамлардан сақ болыңлар. Олар сіздерді хүкім етушілерге ұстап береді. Мәжліс қаналарында қамшылап сабайды. Мен себепті сіздер, хәкімлер һәм патшалардың алдыларына апарыласызлар. Осылайша сіздер оларға һәм басқа миллетлерге мен туралы гуалық бересіздер. Сіздерді ұстап берген уақытта қалай, ямаса не айту хақында қайғырмаңлар. Өйткені айтатұғын сөздеріңіз сол уақытта сіздерге беріледі. Себебі сіздер емес, ал сіздер арқалы әкеңіздің мұқаддес рухы сөйлейді. Туысқаны туысқанын, әкесі баласын өлімге ұстап береді. Балалары да ата-аналарына қарсы шығып, оларды өлтіртеді. Менің атым себеплі сіздерді һәмме жек көреді. Бірақ ақырына дейін шыдаған құтқарылады.
сіздерді бір қалада қудаласа, екінші қалаға қашыңлар. Сіздерге шынын айтып тұрман. Сіздер Израиль елінің қалаларын аралап болмай-ақ, адам ұлы жетіп келеді. Шәкірт ұстазынан, қызметші қожасынан ұлы емес. Шәкірт ұстазы сияқлы болса, қызметші де қожасы сияқлы болса, оларға жеткілікті. Адамлар үй иесін Белзебул шайтан деп атаған болса, оның үй ішіне оннан да жаманырақ ат тақпай ма? Солай етіп, олардан қорқпаңлар. Өйткені ашылмайтын ешқандай сыр, білінбейтін ешқандай жасырын нәрсе жоқ. Менің сіздерге қараңғыда айтып тұрғанымды, сіздер жарықты айтыңлар. Құлақларыңызға сыбырлап айтылғанды үй төбесінен жариялаңлар. Денені өлтірсе де, жанды өлтіре алмайтығылардан қорқпаңлар. Ал жанды да, денені де дозақта жоқ қыла алатығын Құдайдан қорқыңлар. Екі шымшық бір тиынға сатылмай ма? Бірақ олардың біреуі де әкеңіздің еркі болмаса жерге құлап түспейді. Бастарыңыздағы шаштардың бәрі де Құдайға санаулы. Сонлықтан қорқпаңлар. Көп шымшықтардан сіздер қымбатлырақсызлар ғой. Солай етіп, кім мені адамлар алдында тән алса, мен де оны аспандағы әкемнің алдында тән аламын. Ал кім мені адамлар алдында тән алмаса, мен де оны аспандағы әкемнің алдында тән алмаймын. Мені жер жүзіне татулық әкелген деп ойламаңлар. Мен татулық емес, қылыш беруге келдім. Себебі мен ұлын әкесіне, қызын анасына, келінін қайненесіне қарсы етіп айыруға келдім. Адамның дұшпанлары өзінің үй іші болады. Кім меннен артық әкесін, ямаса анасын сүйсе, ол маған лайықты емес. Кім меннен артық ұлын, ямаса қызын сүйсе, ол маған лайықты емес. Кім өз атанақ ағашын арқалап, менің ізіме ермесе, ол маған лайықты емес. Өз жанын сақлап жүрген адам оны жоғалтады. Ал жанын мен үшін жоғалтқан адам оны сақлап қалады. Кім сіздерді қабыл алса, оның мені қабыл алғаны болады. Кім мені қабыл алса, оның мені жібергенді қабыл алғаны болады. Кім пайғамбарды пайғамбар болғаны үшін қабыл алса, ол пайғамбар алатығын сыйлықты алады. Кім хақ адамды хақ болғаны үшін қабыл алса, ол хақ адам алатығын сыйлықты алады. Мен сіздерге шынын айтып тұрмын. Кім ұсылардың ішіндегі ең қарапайымына, шәкіртлерімнің бірі болғаны үшін тек бір кесе суық су ішкісе де, ол сыйсыз қалмайды. Матта жазған қош хабар 11 бап. Иса 12 шәкіртіне осы тапсырмаларды беріп болғаннан кейін, сол жерден кетіп, жақын жайласқан қалаларды тәлім беруге, һәм қош хабарды жариялауға барды. Яхия қамақта отырып, Масихтың істеген істері хақында естігенде, өз шәкіртлерін жіберіп, келетұғын құтқарушы сен бісең, ямаса басқа біреуді күтіміз керек пе? деп оннан соратты. Иса оларға жауап беріп, барыңлар, естіп көргенлеріңізді Яхияға білдіріңлер. Соқырлардың көріп, ақсақ болғанлардың жүріп, махаукешіл болғанлардың тазаланып, кереңлердің естіп, өлгенлердің тіріліп, қош хабардың жарыларға жарияланып атырғанын айтып беріңлер. Маған гумансыз сенгенлер бақытлы, деді. Олар кеткеннен кейін, Иса халыққа Яхия туралы айта бастады. Сіздер шөл далаға нені көруге бардыңлар? Самал тербеткен қамысты ма? Айтыңлар, нені көруге бардыңлар? Хасыл киім киген бір адамды ма? Хасыл киім кигенлер патша сарайларында болады ғой. Солай етіп, нені көруге бардыңлар? Пайғамбарды ма? Ауа, менің сіздерге айтатұғыным, ол пайғамбардан да ұлы. Өйткені мұқаддес жазуда, міне, мен сеннен бұрын өз хабаршымды жіберемен. Ол сенің баратын жолыңды алдыңнан таярлап қояды, деп айтылған адам ұсы. Сіздерге шынын айтып тұрман. Хаялдан туылғанлардың арасында шомылдырушы Яхиядан ұлы адам жоқ. Бірақ аспан патшалығындағы ең кішкене адам да оннан ұлы.
шомылдырушы Яхияның күллерінен бастап әзірге дейін аспан патшалығына зорлық жасалып, зорлық жасаушылар оны басып алып жатыр. Барлық пайғамбарлар һәм мұхаддис низам Яхия келуге дейін аспан патшалығы хақында болжап келген. Егер бұларды қабыл еткіңіз келсе, келуге тиісті болған Ильяс пайғамбар, осы Яхия, құлағы бар, жақсылап естіп алсын. Әзірге әулатты кімге ұқсатайын? Олар базарда жолдастарына, сіздерге сыбызғы шерттік, бірақ сіздер ойнамадыңлар. Сіздерге жоқлау айттық, бірақ сіздер жыламадыңлар деп бақырып отырған балаларға ұқсайды. Себебі Яхия келіп, ішіп жемеді. Сонда олар оны жын ұрған десті. Адам ұлы келіп, ішіп жеді. Сонда олар, міне тамақ сау, һәм араққор адам. Ол салықшылар менен гүнәһарлардың досты, деп айтысып жатыр. Ал Құдайдың даналығы істер арқылы ақланады. Сондан соң, Иса караматларын көбірек істеген қалаларды тәубе етпегенлігі үшін айыплай бастады. Әсірет шегесен Харазин, әсірет шегесен Бетсайда. Егер сіздерде істенген караматлар Тир һәм Сидон қалаларында істенгенінде, олар әлі қашан бетін тырнап, шашын жұлып қайғырып тәубе етер еді. Ал менің сіздерге айтатуым, үкім шығарылатын қиямет қайым күнінде Тир менен Сидонның аухалы сіздердің аухалыңыздан жеңілірек болады. Әй сен, Капернаум, аспанға көтерілесен бе? Яқ, дозаққа құлатыласың. Өйткені сенде болған карамат істер Содомда істенгенінде, ол бұл күнге дейін сақланар еді. Ал менің саған айтатуым, үкім шығарылатын қиямет қайым күнінде Содом қаласының аухалы сенің аухалынан жеңілірек болады. Сол уақытта Иса сөзін давам етіп, О, әкем, аспан менен жердің иесі, бұларды даналардан һәм ақыллылардан жасырып, нәрестедей адамларға ашып білдіргенің үшін сені мақтайман. Ауа, әке, себебі сенің қалеуің ұсындай еді. Маған әммесі әкемнен берілген. Әкеден басқа ешкім ұлын білмейді. Әкені де тек қана ұлы, һәм ұлы таңлап ашып білдіргісі келгендер ғана біледі. Ей, шаршап ауыршық басқалар, әммеңіз маған келіңдер. Мен сіздерді рахатлендіремен. Мойынтырымды салып, менен үйреніңдер. Өйткені мен мөмін һәм кішіпейілмен. Солай етіп, кеуілеріңіз тыныштық табады. Мен берген мойынтырық ыңғайлы, жүгім жеңіл, деді. Матта жазған қош хабар, 12 бап. Сонда бір демалыс күні Иса бидай атызының арасынан өтіп баратыр еді. Шәкіртлері аш болып, бидайдың масақларын үзіп алып жей бастады. Бұны фарисейлер көріп, оған, Қара, сенің шәкіртлерің демалыс күнінде істеуге болмайтығын істесілеп жатыр, деді. Иса оларға, өзі де, қасындағылар да аш болғанда, Дауыттың не істегенін сіздер оқымаңыздар ма? Ол Құдайдың үйіне кіріп, руханилерден басқа өзіне де, қасындағыларға да жеуге болмайтұғын, Құдайға арналған нанларды жеген емес пе? Демалыс күнінде руханилер абадатханада демалыс күні хақында мұхаддис низамды бұзса да, күнәсіз болатұғынларын мұхаддис низамда оқымаңыздар ма? Сіздерге айтатұғыным, бұл жерде абадатханадан да ұлы біреу бар. Егер сіздер, мен құрбанлық емес, ал мейірім шәпәт тілеймен деген сөздің мәнісін түсінсеңлер, күнәсізларды айыпламас едіңлер. Адам ұлы демалыс күнінің де иесі, деді. Иса ол жерден кетіп, олардың мәжілісханасына кірді. Сол жерде бір қолы ләң адам бар еді. Фарисейлер Исаны айыпламақшы болып, оған былай деп сұрау қойды. Дем алыс күнінде ауру адамға шипа беру низамға тур келе ме? Иса оларға, сіздердің араңыздағы біріңіздің жалғыз ғана қойы болса, ол демалыс күні бір шұқырға түсіп кеткенде, оны шығарып алмай ма? Адам қойдан көре ана ғұрлым артық емес пе? Демек, демалыс күні жақсылық істеу низамға тур келеді,
деді. Соңынан ол қолы ләң адамға қолыңды соз, деді. Адам қолын созғанда, екіншісіндей сап сау болып қалды. Сонда фарисейлер сыртқа шығып, Исаны жоқ қылу туралы тіл біріктіре бастады. Бірақ Иса бұны біліп, сол жерден кетіп қалды. Оның ізіне көп халық еріп жүрді. Ол аурулардың әммесіне шипа беріп, өзінің кім екенлігін ашық айтуды оларға қадаған ететұғын еді. Бұл Құдайдың Ишая пайғамбар арқалы айтқан сөзлерінің орынлануы үшін болды. Бұл таңлап алған қызметшім, кеулім ұнатқан сүйіклім, мен өз рухымды оған беремен. Ол әмме халқларға әділlikті жариялайды, тартыспайды да, бақырмайды да. Оның даусы көшелерде естілмейді. Әділlik жеңіске еріспегенше, ол бүгілген қамысты сындырмайды, һәм пысқып тұрған пілікті өшірмейді. Халқлар оның атынан үміт етіп жасайды. Сол уақытта адамлар Исаға жын ұрып, гүң һәм соқыр болған адамды алып келді. Иса оған шипа бергендіктен, гүң соқырдың көзі ашылып, сөйлей бастады. Адамлардың әммесі қатты таң қалысып, Дауыттың ұрпағы осы емес пе екен? десті. Бұны естіген фарисейлер, Ол жиллерді тек жиллердің басылығы Белзебул шайтанның күшіменен ғана қуып шығарып жүр, десті. Ал Иса олардың ойларын біліп, былай деді. өзара қарсы болып бөлінген әрбір патшалық жоқ болады. Өзара қарсы болып бөлінген әрбір қала, ямаса үй құлайды. Ал егер шайтан өзін өзі қуып шығарса, онда оның өзара қарсы болып бөлінгені болады. Олай болса, оның патшалығы қалай сақланады? Егер мен жиллерді Белзебул шайтанның күшіменен қуып шығаратын болсам, онда сіздердің шәкіртлеріңіз оларды кімнің күшіменен қуып шығарып жүр? Солай етіп, олар сіздердің надұрыс екеніңізді ашқаралайды. Бірақ мен жиллерді Құдайдың рухы менен қуып шығаратын болсам, онда сіздерге Құдай патшалығының жетіп келгені. Кім дәсіліп күшлі адамды байлап тасламай тұрып, оның үйіне кіріп, мал мүлкін тартып әкете алады. Тек оны байлығынан кейін ғана оның үйін тонай алады ғой. Кімде-кім менің бірге болмаса, ол маған қарсы. Кімде-кім менің бірге жинамаса, ол шашады. Сондықтан сіздерге айтатуыным, адамлар әр қандай күнә істесе де, тіл тигізсе де кешіріледі. Бірақ мұхаддис рухқа тіл тигізсе, кешірілмейді. Кімде-кім адам ұлына қарсы бір сөз айтса, кешіріледі. Бірақ мұхаддис рухқа қарсы сөйлеген, әзірде, келешекте де кешірілмейді. Теректі жақсы деп санасаңлар, мейвесінде жақсы деп санаңлар. Ал теректі жаман деп санасаңлар, мейвесінде жаман деп санаңлар. Себебі терек мейвесінен білінеді. Ей, улы жыланлардың тұқымлары, сіздер өздеріңіз жаман бола тұра, қалай жақсы сөздер сөйлей аласызлар? Адамның кеуілі неге толып тасса, аузынан сол шығады ғой. Жақсы адам кеуіліндегі жақсы ғазинесінен жақсылық шығарады. Ал жаман адам кеуіліндегі жаман ғазинесінен жаманлық шығарады. Сіздерге айтатұғыным мынау. Адамлар айтқан әр бір бос сөзі үшін хүкім шығарылатуын қиямет қайым күнінде жауап берулері шарт. Өйткені сен өз сөздерің менен ақланасаң да, өз сөздерің үшін айыпланасаң да. Сонда діни мұғалімдер менен фарисейлердің кейбіреулері Исаға, Ұстаз, сені Құдайдың жібергенлігін, дәлелейтұғын караматлы белгі көрсетуіңді қайлаймыз, деді. Бірақ Иса оларға былай деп жауап қайтарды. Жаман һәм опас әулат караматлы белгі талап етпекті. Бірақ оған Юнус пайғамбардың караматлы белгісінен басқасы көрсетілмейді. Юнустың үлкен балықтың ішінде 3 күн, 3 түн болғанындай, адам ұлы да жер қойнында 3 күн, 3 түн болады. Ниневия тұрғынлары хүкім шығарылатын қиямет қайым күнінде
осы әулетменен бірге тұрып, оны айыплайды. Себебі Юнус жариялағанда, олар тәубе еткен ғой. Бірақ бұл жерде Юнустан да ұлы біреу бар. Қобладағы хаял патша да үкім шығарылатын қиямет қайым күнінде осы әулетменен бірге тұрып, оны айыплайды. Өйткені ол Сулайманның даналығын есту үшін жер бетінің арғы шетінен келген ғой. Бірақ бұл жерде Сулайманнан да ұлы біреу бар. Жауыз рух адамнан шыққаннан кейін сусыз жерлерді кезіп, дем алуға орын іздейді, бірақ таба алмайды. Сонда ол өзіне шыққан үйіме қайтайын дейді. Һәм қайтып келгенде үйдің бос болып, тазаланып, һәм жиналып тұрғанын көреді. Сонда ол барып, өзінен де жауыз 7 рухты ертіп келеді де, кіріп сол үйде тұрады. Солай етіп, сол адамның соңғы ауқалы бұрынғыдан да жаман болады. Бұл жаман әулатқа да сондай болады. Иса халыққа сөйлеп тұрғанда, анасы менен туысқанлары келді. Олар сыртта тұрып, оның менен сөйлеспекші болды. Сонда біреу оған: анаң менен туысқанларың сенің менен сөйлеспекші болып сыртта тұрыпты, деді. Ол бұны айтқан адамға қарап: менің анам кім? Туысқанларым кімлер? деді де өзінің шәкіртлерін қолы менен көрсетіп, былай деді: міне, менің анам һәм туысқанларым. Себебі кімде-кім менің аспандағы әкемнің еркін орындаса, менің туысқаным да, анам да сол. Матта жазған қош хабар 13 бап. Сол күні Иса үйден шығып, теңіздің жағасына барып отырды. Оның жанына жүда көп халық жиналғанлықтан, ол қайыққа мініп отырды. Ал халық жағада тұрды. Ол тымсаллар менен оларға көп нәрселерді айтып, былай деді: бір күні тұқым себуші тұқым себуге шығыпты. Ол сепкенде тұқымлардың кейбіреулері жол шетіне түсіп, құстар келіп, оларды шоқып жеп қойыпты. Кейбіреулері топырағы аз болған тастаққа түсіп, жер терең болмағандықтан тез көгеріп шығыпты. Бірақ күн шыққаннан соң солып, тамырсыз болғандықтан қурап қалыпты. Кейбіреулері тікенлер арасына түсіпті. Тікенлер өскеннен соң оларды тұншықтырып тастапты. Ал басқалары өнімді жерге түсіп, біреуі 100 еседен, біреуі 60 еседен, біреуі 30 еседен зүрәт беріпті. Құлағы бар, жақсылап естіп алсын. Исаның шәкіртлері қасына келіп, оннан: халыққа не үшін тымсаллар менен сөйлеп тұрсаң? деп сұрады. Иса оларға былай деп жауап берді: аспан патшалығының сырларын білу сіздерге берілген, бірақ оларға берілмеген. Себебі кімде бар болса, оған және де мол етіп беріледі. Ал кімде жоқ болса, онан бары да тартып алынады. Сондықтан да оларға тымсаллар менен сөйлеп тұрман. Өйткені олар қараса да көрмейді, тыңласа да естпейді, һәм түсінбейді. Ишая пайғамбардың алдын ала олар хақында айтқаны дұрыс келді. Тыңлап естесіздер, бірақ түсінбейсіздер. Қарайсыздар, бірақ көрмейсіздер. Себебі бұл халықтың кеулі қайсар болып, құлақлары бітіп қалған. Олар көздерінде жұмып алған. Олай болмағанда олардың көздері көрер еді, құлақлары естір еді, кеуілдері түсінер еді. Олар маған қайтып келсе, мен оларға шипа берер едім. Бірақ сіздердің көріп тұрған көздеріңіз, есітіп тұрған құлақларыңыз бақытлы. Сіздерге шынын айтып тұрмын. Көптеген пайғамбарлар менен хақ адамлар сіздердің көргенлеріңізді көргісі келген еді, бірақ көрмеді. Есіткенлеріңізді ескісі келген еді, бірақ естпеді. Енді сіздер тұқым себуші туралы тымсалдың мәнісін тыңлаңлар. Аспан патшалығы туралы айтылған сөзді есткен, бірақ оны түсінбеген адамға шайтан келіп, оның кеуіліне себілген сөзді тартып әкетеді. Жол бойына себілген тұқымның мәнісі ұсы. Ал таслаққа себілген тұқым мынаны білдіреді. Адам сөзді есткен уақытта оны қуанышпен қабыл алады. Бірақ тамырсыз болғандықтан тұрақсыздық етеді. Сөз үшін азап шегуге,
Ямаса қудалануға тура келгенде тез ісеніне қайтады. Тікенлер арасында себілген тұқым мынаны білдіреді. Адам сөзді естеді, бірақ бұл дүнияның тәшвішлері һәм байлыққа алдану сөзді тұншықтырады. Сондықтан ол зүрәт бермейді. Ал өнімлі жерге себілген тұқым мынаны білдіреді. Адам сөзді естіп, оны түсінеді. Һәм біреулері 100 еседен, біреулері 60 еседен, біреулері 30 еседен зүрәт береді. Иса басқа тымсал келтіріп, оларға былай деді. Аспан патшалығы өзінің егістік жеріне жақсы тұқым сепкен адамға ұқсайды. Түнде адамлар ұйқылаған уақытта дұшпаны келіп, оның бидайының арасына харам шөп егіп кетіпті. Бидай көгеріп, масақ шығарғанда, харам шөпте пайда бола бастапты. Сонда қызметшілері қожасына келіп, «Қожайын, сіз егістік жеріңізге жақсы тұқым сеппеген бе едіңіз? Онда харам шөп қаяқтан пайда болды?» депті. Ол, «Оны дұшпан сіледі» депті. Сонда қызметшілері, «Біздердің барып, оларды суырып таслауымызды қалайсыз бе?» деп сұрапты. Ол, «Яқ, сіздер харам шөплерді суырғаныңызда, олар менен бірге бидайды да суырып алуыңыз мүмкін. Ору мәусімі жеткенше екеуі қатар өсе берсін. Ору мәусімінде мен орақшыларға дәслеп харам шөпті жинаңлар, һәм баулап өртеңдер. Ал бидайды телегеме құйыңлар, деймін» депті. Иса оларға өзге бір тымсал келтіріп, былай деді. Аспан патшалығы бір адамның өз егістік жеріне еккен қышқыл тұқымына ұқсайды. Ол тұқымлардың ішіндегі ең кішкенесі болса да, өсіп шыққан соң барлық шөплерден үлкейіп терек болады. Шақаларына аспан құслары ұшып келіп, ұя салады. Иса оларға басқа тымсал айтып, аспан патшалығы бір хаялдың алып, барлық қамыр ашығанша 3 тамар ұнға араластырған ашытқысына ұқсайды, деді. Иса бұлардың әммесін халыққа тымсаллар менен айтты. Тымсалсыз оларға еш нәрсе айтпады. Солай етіп, пайғамбардың алдын ала айтқан мына сөздері орынланды. Аузымды тымсаллар айту үшін ашып, дүния жаратылғаннан бері жасырын болғанларды сөйлеймен. Соңынан Иса халықты қалдырып, үйге кірді. Шәкіртлері оның қасына келіп, «Егістік жердегі харам шөп туралы тымсалды біздерге түсіндіріп бер» деді. Иса былай деп жауап берді. Жақсы тұқым себуші адам ұлы. Егістік жер дүния. Жақсы тұқымлар аспан патшалығының балалары. Ал харам шөплер шайтанның балалары. Харам шөплерді сепкен дұшпан шайтан. Ору мәусімі ақыр заман. Орақшылар періштелер болады. Солай етіп, харам шөплерді қалай жинап алып, отқа жақса, бұл дүнияның ақырында да сондай болады. Адам ұлы періштелерін жібереді. Оның патшалығынан олар барлық азғырушылар менен нызамды бұзушыларды жинап алады да, жанып тұрған ошаққа тастайды. Олар сол жерде жылап, пұшайман жейді. Сонда хақ адамлар өздерінің әкесінің патшалығында күн сияқлы жарқырап тұрады. Құлағы бар жақсылап естіп алсын. Аспан патшалығы егістік жерге жасырылған ғазинеге ұқсайды. Оны біреу тауып алып, және жасырып қойыпты да, қуанғанынан барлық мал мүлкін сатып жіберіп, сол егістік жерді сатып алыпты. Және аспан патшалығы хасыл хінжілер іздеп жүрген бір саудагерге ұқсайды. Ол жыда қымбат бір хінжіні тапқанда, өзінің барлық мал мүлкін сатып жіберіп, сол хінжіні сатып алыпты. Және аспан патшалығы теңізге салынып, әлуан түрлі балықтар түскен ауға ұқсайды. Толғаннан кейін балықшылар оны жағаға сүйреп шығарыпты. Соңынан отырып, жақсыларын таңлап ыдыстарға салып, ал жамалларын ылақтырып тастапты. Ақыр заманда да солай болады. Періштелер келіп, жаман адамларды хақ адамдардан айырып алып, жанып тұрған ошаққа тастайды. Олар сол жерде жылап, пұшайман жейді. Соннан соң Иса олардан, «Бұлардың әммесін түсіндіңлер ме?» деп сұрады. Олар, «Ава, ием, түсіндік» деді.
İsa оларға: Сондықтан аспан патшалығынан үйренген әрбір діни мұғалім өз ғазинесінен жаңаны да, көнені де шығарушы үй иесіне ұқсайды, деді. İsa осы тымсалларды айтып болғаннан соң, сол жерден кетіп қалды. Өзі өскен қалаға келіп, сол жердегі мәжілісханада халыққа тәлім бере бастады. Халық таң қалысып: Ол бұндай даналықты һәм кәрамат істеу құдіретін қаяқтан алған? Ол ағаш ұстасының баласы емес пе? Оның анасының аты Мариям, інілерінің атлары Яқып, Юсуп, Симон, Яхуда емес пе? Оның хамме қарындаслары да біздің арамызда емес пе? Ал бұлардың хаммесі онда қаяқтан пайда болды екен? Деді де, оны тән алмады. Сонда İsa оларға: пайғамбардың барлық жерде қадірі бар. Ол тек өз ватаны менен үйінде ғана қадірсіз, деді. Олар сенбегені себеплі, İsa ол жерде көп караматларды істемеді. Матта жазған қош хабар, 14-ші бап. Сол уақытта İsa хақында хабарды Галила өлкесінің патшасы Хирот та естіп, өз қызметкерлеріне: Бұл адам шомылдырушы Яхия, ол өлімнен қайта тіріліпті. Сондықтан да осындай караматлар істемекте, деді. Бұндан бұрын Хирот өз інісі Филиптің хаялы Херадия себеплі Яхияны ұслап алып байлатып қаматып таслаған еді. Өйткені Яхия оған: Оны хаял қылып алуың низамға туры келмейді, деген еді. Хирот Яхияны өлтірмекші де болып еді, бірақ халықтан қорқты. Себебі халық Яхияны пайғамбар деп санайтұғын еді. Ал Хирот туылған күнін тойлағанда, Хирадияның қызы жиналған қонақлардың алдында ойынға түсіп, Хироттың кеуілінен шықты. Соның үшін ол қыз не тілесе де бермекші болып, уәде беріп ант ішті. Қыз анасының кеңесі бойынша: Шомылдырушы Яхияның басын алдырып, маған hazır табаққа салып берің, деді. Патша бұған қиналса да, өзі ант ішкенліктен һәм қонақлары себеплі қызға сорағанын беруді бұйырды. Солай етіп, патша адам жіберіп, қамақта Яхияның басын кестірді. Табаққа салып әкелінген бас қызға берілді. Қыз оны анасына апарып берді. Яхияның шәкіртлері келіп, оның денесін алып кетіп жерледі. Сондан соң барып, İsa'ға хабарлады. İsa бұны есіткеннен кейін қайыққа мініп, елсіз бір жерге жалғыз кетіп қалды. Бұл туралы естіген халық өз қалаларынан шығып, пиядалап оның ізіне ерді. İsa қайықтан түскенде соншама халықты көрді. Оларға жаны ашып, ауруларына шипа берді. Кеш болғанда шәкіртлері қасына келіп, оған: Бұл бір елсіз жер, күнде кеш болды. Халықты тарқатып жібер. Олар ауылдарға барып, өзлеріне ауқат сатып алсын, деді. Бірақ İsa: олар кетпеу керек. Оларға сіздер ауқат беріңдер, деді. Біздерде тек 5 нан менен 2 балық қана бар, деді олар. İsa: оларды бұл жерге маған алып келіңдер, деді. Соңынан халыққа шөплі жерге отыруды бұйырды да, 5 нан менен 2 балықты алып, аспанға қарап Құдайға шүкірлік етті. Нанларды сындырып, шәкіртлеріне берді. Олар халыққа үлестірді. Әммесі жеп тойды. Ауысқан бөлеклерін жинап алып, үлкен 12 себет толтырды. Ал жегенлер хаял һәм балалардан басқа 5000-дай адам еді. Бұндан соң дәрхал İsa шәкіртлеріне қайыққа мінуді, һәм өзінен бұрын арғы жағаға кетуді бұйырды. Ал өзі халықты тарқатып жіберді. Халықты тарқатып жібергеннен соң, İsa дуа ету үшін жалғыз өзі тауға шықты. Кеште де сол жерде жалғыз қалды. Ал сол уақытта теңіздің жағасынан ұзақласқан қайықты толқынлар соққылай бастады. Өйткені күшлі самал қайыққа қарсы есіп тұр еді. Ерте таңда İsa теңіздің үстіменен жүріп, олардың қасына барды. Шәкіртлері теңіздің үстіменен кетірген оны көргенде, зәррелері ұшып,
бұл аруақ деп қатты қорқып бақырысты. Бірақ Иса оларға дәрру: Жігерленіңдер, бұл мен ғой, қорқпаңлар, деді. Петр оған жауап беріп: Ием, егер бұл сен болсаң, маған судың үстіменен сенің қасыңа жүріп баруды бұйыр, деді. Иса: кел, деді. Петр қайықтан түсіп, Исаға қарай судың үстіменен жүріп кетті. Бірақ ол самалдың күшлі екенін көргенде қорқып кетіп, суға бата баслағанда: Ием, мені құтқар, деп бақырды. Иса дәрру қолын созып, оны тартып алды да, оған: ей, сенім аз, сен неге күмәнландың? деді. Олар қайыққа мінгенде самал тынып қалды. Қайықтағы шәкіртлері Исаның аяғына жығылып: сен шынында да Құдайдың ұлысың, десті. Олар теңіздің арғы жағасына өтіп, Генесарет жеріне келіп тоқтады. Сол жердің тұрғынлары Исаны танып, бүткіл дөңгелекке хабарлады. Һәм ауырған адамлардың һәммесін оған алып келді. Олар Исадан тек киімінің шетіне ғана қол тигізуге рұқсат сұрады. Қол тигізгендердің һәммесі шипа тапты. Матта жазған қош хабар, 15 бап. Сонда Исаның қасына Иерусалимнен парисейлер менен діни мұғалімдер келіп, оған: Не үшін сен шәкіртлерің ата-бабалардан қалған дәстүрлерді бұзып жүр? Олар нан жеуден алдын қолларын жумайды ғой, деді. Иса оларға жауап беріп, былай деді: сіздер не үшін дәстүрлеріңіз себеплі Құдайдың бұйрығын бұзасыздар? Себебі Құдай ата-анаңды сыйла, һәм кімде-кім әкесіне, ямаса анасына жаман сөз айтса, ол өлтірілсін деп бұйрық берген. Ал сіздер кімде-кім әкесіне, ямаса анасына, сіздерге беретін ұлымды Құдай жолына құрбан етіп бағыштаймын десе, ол әкесін, ямаса анасын сыйламаса да болады дейсіздер. Солай етіп, дәстүрлеріңіз себеплі сіздер Құдайдың сөзін бекар етіп атырсыздар. Хей, екі жүзділер! Ишая пайғамбар сіздер туралы алдын ала дұрыс айтқан. Бұл халық сыйлар, мені тіліменен, ал кеуілдері тұр, менен алыс. Олар маған босқа сыйынып, адам ойлап тапқан парызларды үйретер. Соңынан Иса халықты шақырып алып, оларға: тыңлап, түсініп алыңлар. Адамды оның аузына енген нәрсе емес, ал аузынан шыққан нәрсе харамлайды, деді. Сонда оның шәкіртлері қасына келіп, оннан: бұл сөзді естігенде парисейлердің ашуланып қалғанын білдің бе? деп сұрады. Иса оларға: аспандағы әкем екпеген әрбір өсімлік түп тамырменен жұлып тасталады. Оларды қойыңдар. Олар соқырлардың соқыр жетелеушілері. Егер соқырды соқыр жетелесе, екеуі де шұқырға құлап түседі, деді. Петр оған: бұл тұмсалды біздерге түсіндіріп бер, деді. Иса оларға: сіздер елі түсінбей тұрсыздар ма? Ауызға енгеннің һәммесі қарынға баратұғынын, оннан соң сыртқа шығып қалатұғынын түсінбейсіздер ме? Ауыздан шыққан кеуілден шығады. Адамды харамлайтұғын ұсы. Өйткені жаманлық ойлау, адам өлтіру, неке хадаллығын бұзу, бұзық болу, ұрлық істеу, жалған гуалық беру, һәм масқаралау кеуілден шығады. Адамды харамлайтұғын ұсылар. Ал қол жумай ауқат ішу адамды харамламайды, деді. Иса сол жерден шығып, Тир һәм Сидон өлкесіне кетті. Сол өлкелерден Кананлы бір хаял келіп, оған: Ием, Дауыттың ұрпағы, маған рахым ете көр. Менің қызымды жын ұрып, қатты қиналып атыр, деп бақырды. Бірақ Иса оған еш нәрсе айтпады. Сонда шәкіртлері қасына келіп, оннан: оны жібер, ізімізден бақырып кетір ғой, деп өтінді. Иса: мен тек Израильдің жоғалған қойларына жіберілгенмен, деп жауап қайтарды.
Сонда хаял келіп, оның аяғына жығылды да, Ием, маған жәрдем ете көр. деп жалынды. Иса оған жауап беріп, балалардың нанын алып, итлерге таслау дұрыс емес, деді. Хаял, Ауа, ием, солай. Бірақ итлер де қожайынларының дастарханынан түскен ұсақларды жейді ғой. деді. Сонда Иса оған, ей хаял, сенің сенімің күшлі екен, тілегенің болсын, деді. Оның қызы сол уақытта жазылып кетті. Иса сол жерден кетіп, Галила теңізіне келді, һәм тауға шығып отырды. Сонда оның қасына көп халық жиналып қалды. Олар өздеріменен бірге ақсақларды, соқырларды, майыпларды, дөңгелеклерді һәм басқа да ауру адамларды Исаның алдына алып келді. Иса оларға шипа берді. Солай етіп, дөңгелеклердің тіллері шығып, майыплардың жазылып, ақсақ болғанлардың жүріп, соқырлардың көздері ашылып кеткенлігін көрген халық аң-таң болысып, Израилдің Құдайына алғыс айтты. Иса шәкіртлерін жанына шақырып алып, оларға, халыққа жаным ашып тұр. Олар 3 күннен бері қасында болып, жейтұғын еш нәрсесі жоқ. Оларды аш халында жібергім келмейді. Себебі жолда әлсіреп қалуы мүмкін, деді. Шәкіртлері, Осыншама халықты тойғыза аларлықтай бір елсіз далада нанды қаяқтан табамыз? десті. Иса олардан, неше наныңыз бар? деп сұрады. Олар, 7 және бірнеше кіші балық та бар, деп жауап берді. Соңынан Иса халыққа жерге отыруды бұйырды. 7 нанды һәм балықларды алып, Құдайға шүкірлік етті. Оларды сындырып, шәкіртлеріне берді. Олар халыққа үлестірді. Олардың әммесі жеп тойды. Ауысқан бөлеклерін жинап алып, үлкен 7 себет толтырды. Жегенлер хаял һәм балалардан басқа 4000 адам еді. Сондан соң Иса халықты тарқатып жіберді де, қайыққа мініп, Магдала дөңгелегіне кетті. Матта жазған қош хабар, 16 бап. Парисейлер менен саддукейлер Исаға келді де, оны сынамақшы болып, аспаннан караматлы белгі көрсетуін сұрады. Иса оларға жауап қайтарып, кеште сіздер, ертең күн ашық болады, аспан қызғыш ғой дейсіздер. Ал таң асынан бүгін жауын шашын болады, аспан қызыл һәм төнерген дейсіздер. Сіздер неге аспанның райын айыра алсаңлар да, заманның белгілерін айыра алмайсызлар? Жаман һәм опас әулет бір караматлы белгі талап етеді. Бірақ оған Юнустың белгісінен басқасы көрсетілмейді, деді. Соң оларды қалдырып, сол жерден кетіп қалды. Исаның шәкіртлері арғы жағаға өткенде, нан әкелуді ұмытып кеткен еді. Иса оларға, абайлаңлар, парисейлердің һәм садукейлердің ашықтыларынан сақ болыңлар, деді. Сонда олар, Нан әкелмегеніміз үшін солай деп атырған шығар, деп өз ара айтса баслады. Иса бұны біліп, оларға, ей, сенімі азлар, сіздер неге өзара нан әкелмегеніңізді айтысып тұрсызлар? Еледі түсінбедіңлер ме? 5 нан 5000 адамға жетіп, ауысқанын жинағаныңызда неше себет толтырғаныңыз есіңізде жоқ па? Және де 7 нан 4000 адамға жетіп, ауысқанын жинағаныңызда неше себет толтырғаныңыз есіңізде жоқ па? Менің сіздерге нан хақында айтпағанымды неге түсінбейсіздер? Парисейлердің һәм садукейлердің ашқыларына сақ болыңлар, деді. Олар сонда ғана оның нанның аштықсынан емес, ал парисейлердің һәм саддукейлердің тәлиматларынан сақ болуды айтқанлығын түсінді. Иса Филипп Кесариясындағы өлкеге келгенде, өз шәкіртлерінен, адамлар мені адам ұлын кім деп санайды? деп сұрады. Олар,
кейбіреулері шомылдырушы Яхия, кейбіреулері Ильяс, ал bazıları Еремия ямаса пайғамбарлардың бірі деп санайды. Деді. Иса оларға: Ал сіздер мені кім деп санайсыздар? Деді. Симон Петр жауап қайтарып: Сен Масихсаң, тірі Құдайдың ұлысаң. Деді. Иса оған: Юнустың ұлы Симон, сен бақытлысың. Саған бұны адам баласы емес, ал аспандағы әкем ашып білдірді. Саған менің айтатыным мынау: сен Петрсің. Мен мына тастың үстіне өз жәмәтімді орнатаман. Оны дозақтың күшілері де жеңе алмайды. Саған аспан патшалығының кілттерін беремін. Сен жер бетінде нені байласаң, сол аспанда да байланады. Және де сен жер бетінде нені шешсең, сол аспанда да шешіледі. Деп жауап берді. Сонан соң Иса шәкіртлеріне өзінің Масих екенлігін ешкімге айтпауларын бұйырды. Сол уақыттан баслап Иса өзінің Иерусалимге барып, ақсақаллар, бас руханилер һәм діни мұғалімдер тарапынан көп азап шегуі һәм өлтірілуі, бірақ үшінші күні қайта тірілуі тиіс екенлігін шәкіртлеріне білдіре бастады. Петр Исаны шетке шақырып алып, оған: Құдай сақласын, ием, саған бұндай бола көрмесін, деп қарсы сөйлей бастады. Иса бұрылып Петрге: Жоқ бол көзімнен, шайтан. Сен маған кесен беріп атырсаң. Сен Құдайдың емес, ал адамның істерін ойлап тұрсаң. Деді. Сонда Иса өз шәкіртлеріне: Кімде-кім маған еріксі келсе, өзінен кешсін, һәм өз атанақ ағашын арқалап, менің ісіме ерсін. Өйткені кімде-кім өз жанын сақламақшы болса, оны жоғалтады. Ал кімде-кім өз жанын мен үшін жоғалтса, оны тауып алады. Адам бүткіл дүнияны иелеп алып, бірақ өз жанын жоғалтса, бұннан оған не пайда? Ол өз жаны үшін қандай төлем бере алады? Адам ұлы әкесінің салтанатында өз періштелері менен бірге келеді. Сонда ол әр кімге істеген істеріне қарай қайтарады. Сіздерге шынын айттырма. Осы жерде тұрғанлардың кейбіреулері адам ұлының өз патшалығында келуін көрмегенше өлмейді. Деді. Матта жазған қош хабар. 17 бап. Арадан 6 күн өткеннен соң Иса тек Петрді, Яқыпты һәм оның інісі Юханды қасына алып, оларды бір биік тауға ертіп шықты. Сонда олардың алдында Исаның түр-түсі өзгерді. Оның жүзі құяштай жарқырады. Киімдері жарық сияқлы аппақ болды. Сол уақытта бірден оларға Иса менен сөйлесіп тұрған Муса һәм Ильяс пайғамбарлар көрінді. Сонда Петр Исаға: Ием, біздің бұл жерде болғанымыз қандай жақсы. Егер қалесең, мен бұл жерге 3 қос құраман. Біреуін саған, біреуін Мусаға, біреуін Ильясқа. Деді. Ол еле сөйлеп тұрғанда, бір жарық бұлт оларды қаплады. Бұлттан: Бұл менің сүйіклі ұлым. Мен оған ырзаман. Оның айтқанын тыңлаңлар. деген саза естілді. Бұны естіген уақытта шәкіртлері қатты қорқысып, бет әлпетінен жерге жығылды. Бірақ Иса жақынлап келіп, оларға қолын тигізді де: Тұрыңлар, қорықпаңлар, деді. Олар көздерін ашып жоғарыға қарағанда, Исадан басқа ешкімді көрмеді. Таудан төмен түсіп бара тұрғанда Иса оларға: Адам ұлы өлімнен қайта тірілмесінен бұрын, бұл көргенлеріңізді ешкімге айтпаңлар, деп бұйырды. Сонда олар: Неге діни мұғалімдер алдыменен Ильяс келуі шарт дейді? деп сұрады. Иса оларға: Дұрыс, алдыменен Ильяс келіп, әммесін түзетеді. Ал менің сіздерге айтатұғыным, Ильяс әлі қашан келген еді. Бірақ оны адамлар танымады, һәм оған қалегенін істеді. Адам ұлы да олардан
солай азап шегеді. деп жауап берді. Сонда шәкіртлері Исаның шомылдырушы Яқия хақында айтып тұрғанын түсінді. Олар халықтың жанына келгенде, бір адам Исаға жақынлап, оның алдында тізе бүкті де: Ием, менің ұлыма рахым ете көр. Ол қояншық болып ауырып, қатты азап шегіп жатыр. Жиі отқа да суға да жығылады. Мен оны сенің шәкіртлеріңе әкелген едім, бірақ олар шифа бере алмады, деді. Иса жауап қайтарып: Ей, сенбейтұғын, адасқан әулат, мен қашанға дейін сіздерменен бірге боламан, қашанға дейін сіздерге шыдайман. Оны маған ол жерге әкеліңдер, деді. Иса жинге бұйрық бергенде, ол баладан шығып кетті. Һәм бала сол уақытта шипа тапты. Сонда шәкіртлері Исаға аулақта келіп: Біздер неге жынды қуып шығара алмадық? деп сұрады. Иса оларға: сеніміңіз аз болғанлықтан мен сіздерге шынын айтып тұрман. Егер сеніміңіз қышқыл тұқымындай ғана болса да, бұл тауға осы жерден ана жерге көш десеңдер, ол көшеді. Сіздердің қолыңыздан келмейтұғын еш нәрсе болмайды, деді. Шәкіртлерінің әммесі Галилада болғанда, Иса оларға: адам ұлы адамлардың қолына ұстап беріледі. Олар оны өлтіреді, бірақ ол үшінші күні қайта тіріледі, деді. Бұған олар қатты қапа болды. Олар Капернаумға келгенде, 2 драхмалық ибадатхана салығын жинаушылар Петрдің жанына келіп, оннан: Сіздердің ұстазыңыз ибадатхана салығын төлемей ме екен? деп сұрады. Петр: Ава, төлейді, деді. Ол үйге келгенде, Иса оннан бұрын: Симон, сен қалай ойлайсың? Жер бетінің патшалары бажылар менен салықты кімлерден алады? Өз балаларынан ба, ямаса басқа адамlardan ба? деп сұрады. Петр: басқа адамlardan, деді. Иса: олай болса, патшаның балалары салық төлеуден азат. Бірақ оларды түсінбеушілікке салмамыз үшін теңізге бар да, қармақ салып, ең бірінші ілінген балықты ал. Оның аузын ашсаң, 4 драхмалық 1 күміс теңгені табасаң. Оны алып, менің өзің үшін оларға төле, деді. Матта жазған қош хабар, 18-ші бап. Сол уақытта шәкіртлері Исаның жанына келіп: Аспан патшалығында ең ұлы кім? деп сұрады. Иса бір баланы шақырып алып, оны олардың ортасына тұрғызып қойып, былай деді: сіздерге шынын айтып тұрман. Кеуілеріңізді өзгертіп, балалар сияқлы болмасаңлар, аспан патшалығына кіре алмайсызлар. Солай етіп, кім өзін осы бала сияқлы пәс тұтса, сол аспан патшалығында ең ұлы болады. Ал кім мынадай бір баланы менің атым үшін қабыл етсе, оның мені қабыл еткені болады. Бірақ кім маған сеніп тұрған мына кішкенелердің біреуін азғырса, оның мойнына үлкен дігірман тасы байланып, терең теңіздің түбіне батырылғаны оған жақсырақ болар еді. Адамдарды азғырушы нәрселер себеплі дүния хәсрет шегеді. Азғырушы нәрселердің болуы сөзсіз. Бірақ азғыру кім арқалы келсе, сол адам хәсрет шегеді. Егер сені қолың, ямаса аяғың азғырса, оны шауып таста. 2 қолың менен, ямаса 2 аяғың менен мәңгілік отқа тасланғаныңнан көре, 1 қолың, ямаса аяғың менен өмірге еріскенің өзіңе жақсырақ. Егер сені көзің азғырса, оны ойып тасла. 2 көзің менен дозақ отына тасланғаныңнан көре, жалғыз көзің менен өмірге еріскенің өзіңе жақсырақ. Абайлаңлар, мына кішкенелердің еш қайсында кемсітуші болмаңлар. Себебі сілерге айтатуным, олардың аспандағы періштелері, аспандағы әкемнің жүзін әмме уақыт көріп тұрады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Егер біреудің 100 қойы болып, оның біреуі жойылып кетсе, ол 99 қойын тауда қалдырып,
жойтылған бір қойын іздемес пе еді? Сіздерге шынын айтып тұрман. Егер оны тауып алса, жойтылмаған 99 қойынан көре, тауып алған жалғыз қойына көбірек қуанады. Сол сияқлы, сіздердің аспандағы әкеңіз мына кішкенелердің біреуінің де жойтылуын қалемейді. Егер туысқаның саған қарсы күнә істесе, оған бар да, аулақта сөйлесіп, айыбын бетіне ашық айт. Егер ол сөзіңді тыңласа, онда туысқаныңды өзіңе қайтарып алғаның болады. Егер ол сөзіңді тыңламаса, өзіңменен бірге бір ямаса 2 адамды ертіп, оған бар. Өйткені айтылған барлық сөздеріңе 2 ямаса 3 куә болуы тиіс. Егер олардың да сөзін тыңлағысы келмесе, онда сенушілер жәмәтіне айт. Ал сенушілер жәмәтін де тыңлағысы келмесе, онда оны бұтқа табынушы һәм салықшы деп сана. Сіздерге шынын айттырман. Сіздер жер бетінде нені байласаңыз, сол аспанда да байланады. Және де, сіздер жер бетінде нені шешсеңіз, сол аспанда да шешіледі. Сіздерге және шынын айтаман. Жер бетінде сіздердің екеуіңіз келісіп, не сорасаңыз, аспандағы әкем соны береді. Себебі қай жерде 2 ямаса 3 адам менің атым менен жиналса, мен олар менен біргемен. Сонда Петр Исаға келіп, «Ием, маған қарсы күнә істеген туысқаныма неше рет кешірім берсем болады? 7 ретке дейін бе?» деп сорады. Иса оған, «Саған 7 ретке дейін емес, ал 70 жердегі 7 ретке дейін кешірім ет деймін. Солай етіп, аспан патшалығы өз қызметшілері менен қарызын есапласқысы келген бір патшаға ұқсайды. Ол есапласа бастағанда, оның алдына 10-нан 10 мың талант қарыздар болған біреуді алып келіпті. Бірақ ол қарызын төлей алмайтын болғандықтан, патша оған оның өзіменен қосып хаялын, балаларын һәм барлық мал мүлкін сатып, қарызын төлеуді бұйыртты. Сонда қызметші оның аяғына жығылып, «Тақсыр, шыдап тұрым, мен барлық қарызымды төлеймін», деп жалынды. Қызметшіге жаны ашыған патша оны босатып, қарызынан кешіпті. Ал қызметші сыртқа шығып, өзіне 100 динар қарыздар болған бір қызметші жолдасын ұшыратып, «Маған беретін қарызыңды бер» деп, оны буындыра бастапты. Сонда оның жолдасы аяғына жығылып, «Шыдап тұр, мен қарызымды төлеймін», деп жалыныпты. Бірақ ол жолдасының сөзін тыңламай, өзіне беретін қарызын төлемегенше, оны қаматтырып тастапты. Оның басқа қызметші жолдастары бұл уақияны көріп, қатты қапы болды. Һәм патшаға барып, болған істің бәрін айтып берді. Сонда патша оны шақыртып алып, оған, «Ей, жауыз қызметші, сен маған жалынғаның себепті ғана барлық қарызыңнан кешкен едім. Менің саған рехім еткенімдей, сенің де өз жолдасыңа рехім етуің тиіс емес пе еді?» депті. Патша қаһарленіп, өзіне берілетін қарыздың бәрін төлеп болмағанша, оны жазалаушылардың қолына тапсырыпты. Егер сіздердің әр біріңіз туысқаныңыздың күнәсін шын кеуіліңізден кешірмесеңлер, менің аспандағы әкем де сіздерге солай істейді, деді. Матта жазған қош хабар 19 бап. Иса осы сөздерді айтып болғаннан соң, Галиладан жолға шығып, Йорданның арғы жағасындағы Яхудия өлкесіне барды. Оның ізіне көп халық ерді. Ол сол жерде оларға шипа берді. Исаның қасына фарисейлер келіп, оны сынап көру үшін, «Ер адамның har қилы себеппенен хаялынан ажырасуы низамға туыр келе ме?» деп оннан сорады. Иса оларға жауап қайтарып, былай деді: «Жаратушы ең баста оларды еркек һәм хаял қылып жаратқанын сіздер оқымағансыздар ма? Және ол былай деген: «Сондықтан ер адам ата-анасын қалдырып, өз хаялына қосылады, һәм екеуі бір дене болады. Солай етіп, олар енді 2 емес, ал бір дене болады. Сол себеплі Құдай қосқанларды адам ажыратпасын». Олар Исаға: «Сонда неге Муса пайғамбар ер адамның хаялына талаққат беріп ажырасуын бұйырған?» деді. Иса оларға: «Муса
сіздер тас бауыр болғанлықтан хаялларыңыз менен ажырасуға рұқсат берген. Бірақ басқа олай емес еді. Менің сіздерге айтатуыным, кім-кім өз хаялы менен некеге хадалсыздығынан басқа себеппенен ажырасып, басқа хаял алса, ол неке хадаллығын бұзған болады. Деді. Сонда Исаның шәкіртлері оған: Егер ер адамның хаялына деген вазипасы осындай болса, онда үйленбегеннің өзі жақсырақ қой. Деді. Иса оларға: Бұны әрбір адам қабыл ете алмайды. Бірақ кімге Құдайдан берілсе, сол ғана қабыл ете алады. Өйткені үйленбейтін әр түрлі адамлар бар. Кейбіреулері ақта болып туылады. Кейбіреулерін адамлар ақта қылып таслайды. Ал базылары аспан патшалығына қызмет ету үшін өз еркіменен үйленуден бас тартады. Кім бұл сөзді қабыл ете алса, сол қабыл етсін. Деді. Сол уақытта адамлар Исаға олардың үстіне қолын қойып дуа етсін деп, балаларын алып келді. Ал шәкіртлер оларға кейді. Бірақ Иса: Балалардың маған келуіне рұқсат беріңдер. Оларға тосқынлық жасамаңдар. Себебі аспан патшалығы ұсындайлардікі. Деді. Соңынан ол балалардың үстіне қолын қойып дуа етті де, сол жерден кетіп қалды. Сонда бір жігіт Исадан: Ұстаз, мәңгілік өмірге ие болуым үшін қандай игіліклі іслер істеуім керек? Деп сұрады. Иса оған: Сен неге мені игілік хақында сұрадың? Тек Құдай ғана игіліклі ғой. Ал мәңгілік өмірге ерісің келсе, оның бұйрықтарын орынла. Деді. Жігіт Исадан: Қандай бұйрықларды? Деп сұрады. Иса: Адам өлтірме, неке хадаллығын бұзба, ұрлық істеме, жалған қуалық берме. Ата-анаңды hürmetle һәм өзіңді сүйгенің сияқты жаныңдағы адамды да сүй. Деді. Жас жігіт оған: Мен бұлардың әммесін орылап кетірман, және не жетіспейді? Деді. Иса оған: Егер мінсіз болғың келсе, барып барлық мал мүлкіңді сатып, ақшасын жарлыларға бер. Сонда сенің ғазинең аспанда болады. Соңынан келіп, менің ізіме ер. Деді. Бұл сөздерді естіген жас жігіт қапа болып, сол жерден кетіп қалды. Өйткені оның байлығы көп еді. Иса өз шәкіртлеріне: Сіздерге шынын айттырман. Бай адамның аспан патшалығына кіруі қиын. Тағы сіздерге айтатуыным, бай адамның Құдай патшалығына кіруінен гөрі, түйеге иіненің көзден өту аңсатырақ. Деді. Бұны естіген шәкіртлері қатты таң қалысып: Олай болса, кім құтқарыла алады? Деп сұрады. Ал Иса оларға қарап: Бұл адамлардың қолына келмейді. Бірақ Құдай үшін мүмкін емес нәрсе жоқ. Деді. Сонда Петр жауап қайтарып, оған: Мінекей, біздер әмен нәрсемізді таслап сенің ізіңе ердік. Біздер неге ерсеміз? Деді. Иса оларға: Сіздерге шынын айттырман. Дүние жаңаланғаннан соң, адам ұлы өзінің салтанатты тақтына отырғанда, менің ізіме еріп жүрген сіздер де 12 тақтқа отырып, Израиль халқының 12 ұруын үкім етесіздер. Сонда менің атым үшін өз үйлерін, я аға інілерін, я апа қарындасларын, я ата-анасын, я балаларын, я жер мүлкін таслап шыққан әркім 100 есе артығы менен алады, һәм мәңгілік өмірге ие болады. Бірақ біріншілердің көбісі соңғылар, соңғылардың көбісі біріншілер болады. Деді. Матта жазған қош хабар, 20 бап. Иса және былай деді: Аспан патшалығы өзінің 100 бағына жұмысшыларды жаллап алу үшін таң азанда шыққан үй иесіне ұқсайды. Ол жұмысшылар менен күніне 1 динар төлеуге келісіп, оларды өзінің 100 бағына жіберіпті. Сағат 9 шамасында шығып, базарда жұмыссыз тұрған адамларды көріп, оларға: Сіздерде менің 100 бағыма барыңлар, мен сіздерге тиісті хақларыңызды беремен дегенде, олар барыпты.
Ол сағат 12-лер шамасында да, түстен кейін 3-лер шамасында да шығып, тағы ұслай істепті. Кешкі 5-лер шамасында да шығып, елі жұмыссыз тұрған басқа адамдарды көріп, оларға неге бұл жерде күн бойы жұмыссыз тұрсыздар деп сұрапты. Олар, себебі біздерді ешкім жаллап алған жоқ деп жауап беріпті. Ол, сіздерде менің жүзім бағыма барып минет етіңлер депті. Күн кеш болғанда, бағдың иесі өзінің басқарушы қызметкерлеріне жұмысшыларды шақырып алып, минет хақыларын бер. Ең соңғы келгендерінен бастап, ең алдыңғы келгендері мені жұмақла депті. Сонда кешкі 5-лер шамасында келгендер 1 динардан алыпты. Ал ең алды менен келгендер біздер көбірек алармыз деп ойлапты. Бірақ олар да 1 динардан алыпты. Іс хақыларын алған олар үй иесіне тоңқылдап, мына ең соңында келгендер 1 сағат қана жұмыс істеді. Ал сіз оларды күні бойы азапланып, ысыға күйіп жұмыс істеген біздер менен тең еттіңіз депті. Бірақ бағдың иесі жауап қайтарып, олардың біреуіне, «Ей достым, мен саған әділсізлік етіп тұрған жоқпан. Сен менің 1 динарға келіскен жоқ па едің? Хақыңды алып жөніңе кет. Мен мына соңғы адамға да саған бергенімдей бергім келеді. Менің өз ақшам менен қалегенімді істеуіме еркім жоқ па? Менің сақилығыма іші тарлық қылып тұрсаң ба?» депті. Солай етіп, соңғылар біріншілер, біріншілер соңғылар болады. Иерусалимге баратырғанда, Иса жолда 12 шәкіртін аулақта шақырып алып, оларға: «Мінекей, біздер енді Иерусалимге қарай көтеріліп баратырмыз. Сол жерде адам ұлы бас руханилер менен діни мұғалімлердің қолына ұстап беріледі. Олар оны өлімге үкім етіп, оны масқаралау, сабау, атанақ ағашқа шегелеп таслау үшін басқа миллет адамдарына ұстап береді. Бірақ ол 3-ші күні қайта тіріледі» деді. Сол уақытта Зебедейдің ұлларының анасы ұллары менен Исаның қасына келді. Оның аяғына жығылып, бір нәрсе сұрамақшы болды. Иса оннан: «Тілегің не?» деп сұрады. Хаял оған: Өз патшалығыңда осы 2 ұлымның біреуін оң жағыңа, екіншісін сол жағыңа отырғызуды уәде ет деді. Ал Иса жауап қайтарып: «Сіздер не сұрап тұрғаныңызды білмейсіздер. Сіздер мен ішетін азап кесесінен іше аласыздар ма?» деді. Олар: «Ауа, іше аламыз» деді. Иса оларға: «Менің кесемнен ішесіздер. Бірақ өзімнің оң жағым менен сол жағыма отырғызу менің еркімде емес. Әкем кімлерге арнаған болса, солар отырады» деді. Бұны есткен 10 шәкірті ағалы інілі екеуіне ашуланып қалды. Бірақ Иса оларды қасына шақырып алып, былай деді: «Басқа миллеттер арасында үкімдарлары халыққа зұлымдық етіп, басшылары үстемдікпенен басқаратуын сіздер білесіздер. Бірақ сіздердің араңызда бұндай болмасын. Араңызда кім ұлы болғысы келсе, сол сіздерге қызметші болуы шарт. Араңызда кім бірінші болғысы келсе, сол сіздерге құл болуы шарт. Адам ұлы өзіне қызмет еттіруге емес, ал өзі қызмет етуге һәм көптеген адамлардың құтқарылуы үшін өз жанын құрбан етуге келді». Олар Ерихо қаласынан шыққанда, көп халық Исаның ізіне ерді. Сонда жолдың шетінде отырған 2 соқыр адам Исаның өтіп баратырғанын естіп: «Ием, Дауыттың ұрпағы, біздерге рахым ете көр» деп бақырысты. Халық үнлерін шығармауды айтып, оларға кейді. Бірақ олар оннан да бетер қатты бақырысып: «Ием, Дауыттың ұрпағы, біздерге рахым ете көр» десті. Иса тоқтап, оларды шақырып алды да: «Менің сіздер үшін не істеуімді қалайсыздар?» деп сұрады. Олар: «Ием, көздерімізді ашуыңды» деп жауап берді. Иса оларға жаны ашып, көздеріне қолын тигізді. Сол уақытта олардың көздері ашылып, оның ізіне ерді.
Матта жазған қош хабар 21 бап. Олар Иерусалимге жақынлап, Зәйтүн тауының етегіндегі Бетфаге деген ауылға келгенде, Иса 2 шәкіртін жұмсап, оларға былай деді: Қарсы алдыңыздағы ауылға барыңлар. Оған кіруден ақ байлаулы тұрған ешекпенен гүррені табасылар. Оларды шешіп алып, маған әкеліңдер. Егер біреу сіздерге бір нәрсе десе, сіздер олар иемізге керек деп жауап берсеңлер, ол оларды сол уақытта жібереді. Бұл пайғамбар арқалы айтылған мына сөздердің орынлануы үшін болды. Сион қызына айтыңлар. Міне, сенің патшаң жас ешекке, яғни гүрреге мініп, кішіпейлікпенен саған киятыр. Шәкіртлері барып, Исаның бұйырғанын істеді. Олар ешекті гүрресі менен алып келіп, шапанларын үстіне салғанда, Иса гүрреге мініп алды. Халықтың көпшілігі өз шапанларын жолға төсеп, басқалары тереклерден шақа кесіп алып, жолға жайды. Алдында һәм ізде еріп кетірген халық қуанысып: Дауыттың ұрпағына хосанна, иеміздің атынан келуші жарылқанған, ең жоғарыда хосанна деп бақырысты. Иса Иерусалимге кіріп келгенде, бүткіл қала жанланып, бұл кім деп сұрады. Халық: бұл Иса, Галилеядағы Насырадан шыққан пайғамбар десті. Иса ибадатханаға кіріп, ол жерден сатушылар менен алушылардың һәммесін қуып шығарды да, ақша алмастырушылардың столларын, кептер сатушылардың отырғышларын аударып таслап, оларға: Менің үйім дуа ететін үй деп аталады, деп мұқаддес жазуда айтылған. Ал сіздер оны қарақшылардың ұясына айландырдыңлар, деді. Ибадатханада Исаның қасына соқырлар һәм ақсақлар келгенде, ол оларға шипа берді. Бас руханилер һәм діни мұғалімдер ол істеген караматларды һәм ибадатханада Дауыттың ұрпағына хосанна деп бақырысқан балаларды көріп, ашуланып қалды да, оған: олардың не деп атырғанын естіп тұрсаң ба? деді. Иса оларға: Ауа, сіздер нәрестелер менен емізулі балалардың аузынан өзіңе мақтаулар айтқыздың деп мұқаддес жазуда айтылғанды еш оқымаңыздар ма? деді. Соннан соң Иса оларды қалдырып, қаладан шығып кетті, һәм Бетанияға барып, сол жерде түнеді. Ерте азанда Иса қалаға қайтып кетірганда, аш болды. Жол бойында бір анжир ағашын көріп, оның қасына барды. Бірақ онда жапырақларынан басқа еш нәрсе таппағаннан соң, ағашқа: Бұндан бұлай, сенде мәңгіге еш жеміс өспесін, деді. Анжир ағашы сол уақытта қурап қалды. Шәкіртлері бұны көргенде таң қалысып: Бұл анжир ағашы қаланша дәрі қурап қалды? деп сұрады. Иса оларға жауап беріп: сіздерге шынын айттырман. Егер гумансыз сенсеңдер, тек анжир ағашына істегенде ғана емес, ал мына тауға орнынан көтеріліп теңізге құла десеңлер, сондай болады. Егер сенім менен дуа етсеңлер, не сорасаңлар да, һәммесін аласызлар, деді. Иса ибадатханаға кіріп, тәлім беріп отырғанда, оған бас руханилер менен халық ақсақаллары келіп: бұл іслерді қандай билікпенен істеп жүрсең? Һәм бұндай билікті саған кім берді? деп сұрады. Иса жауап қайтарып: мен де сіздерге бір сұрау берейін. Егер оның жауабын берсеңлер, мен де сіздерге бұл іслерді қандай билікпенен істейтұғымды айтаман. Яхия адамларды шомылдыру үшін қаяқтан билік алды? Аспаннан ба, ямаса адамлардан ба? деді. Олар өз ара ойласып: егер аспаннан десек, ол біздерге сонда неге сіздер оған сенбедіңдер дейді. Ал егер адамлардан деуге,
халықтан қорқамыз. Әммесі де Яқияны пайғамбар деп есеплайды ғой. десті. Сондықтан олар Исаға Білмейміз деп жауап берді. Ол: Мен де сіздерге бұл істерді қандай билікпенен істейтінімді айтпаймын, деді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бір адамның екі ұлы болыпты. Ол біріншісіне барып: балам, сен бүгін барып жүзім бағында істе депті. Ол: бармайман деп жауап беріпті. Бірақ соңынан өкініп барыпты. Соң әкесі екінші ұлына барып оған да солай депті. Ол: яқшы тақсыр, бараман деп жауап беріпті. Бірақ бармапты. Осы екеуінің қайсысы әкесінің тілегін орындаған болады? деп сұрады Иса. Біріншісі деп жауап қайтарды олар. Иса оларға былай деді: Сіздерге шынын айттырман. Салықшылар һәм бұзық хаяллар Құдайдың патшалығына сіздерден бұрын кіреді. Өйткені Яқия сіздерге хақ жолды көрсету үшін келген еді. Бірақ сіздер оған ісенбедіңдер. Ал салықшылар менен бұзық хаяллар оған ісенді. Бірақ сіздер бұны көргеннен кейін де тәубе етпедіңдер һәм ісенбедіңдер. Енді басқа бір тымсалды тыңлаңлар. Бір үй иесі болыпты. Ол жүзім бағын отырғызып, оны диванменен қоршапты. Жүзімнің суын сығуға арналған шұқыр қазып, күзет мұнарасын орнатыпты. Соңынан бағын диқанларға ижараға беріп, өзі ұзақ жерге кетіп қалыпты. Зұраат жинайтын маусым жақынлағанда, ол өзіне тиісті үлесін алу үшін диқанларға қызметшілерін жіберіпті. Диқанлар оның қызметшілерін ұстап алып, олардың біреуін сабап, екіншісін өлтіріп, ал және біреуін таспенен ұрыпты. Соңынан бағдың иесі бұрынғыдан да көп басқа қызметшілерін жібергенде, оларға да солай істепті. Ең ақырында ол: ұлымды хөрмет етер деп оларға өз ұлын жіберіпті. Бірақ диқанлар оның ұлын көріп, бір-біріне: бұл мирас қорғы, жүріңлер, оны өлтіріп, мирас мүлкіне ие болайық десіпті. Олар оны ұстап алып, жүзім бағынан сыртқа шығарып өлтіріпті. Енді жүзім бағының иесі келгенде, сол диқанларға не қылады? Олар Исаға: ол бұл жауызларды рехімсіз өлімменен өлтіреді де, жүзім бағын уақытында жемісін беріп тұратығын басқа диқанларға ижараға береді, деді. Иса оларға былай деді: Сіздер мұқаддес жазуларда мына сөздерді оқымағансыздар ма? Құрылысшылардың керексіз деп тастаған тасы үйдің мүйішінің тикарға тасы болды. Иеміз қылған бұл іс көзімізге әжайып көрінді. Сондықтан менің сіздерге айтатыным: Құдай өз патшалығын сіздерден тартып алады да, оны жемісін беріп тұратын халыққа береді. Сол тасқа түскен адамның шыл пәршесі шығады. Тас кімнің үстіне түссе, соны женшіп тастайды. Бас руханилер менен парисейлер Исаның айтқан тымсаларын естігеннен соң, оның өздері хақында айтқанын түсініп, оны қолға алуға тырысты. Бірақ халықтан қорқты. Себебі халық оны пайғамбар деп санайтұғын еді. Матта жазған қош хабар, 22 бап. Иса оларға тымсаллар менен сөзін давам еттіріп, былай деді: Аспан патшалығы бір патшаның өз баласына үйлену тойын беруіне ұқсайды. Тойға мірәт етілгендерді шақырып келу үшін патша қызметшілерін жіберіпті. Бірақ олардың келгісі келмепті. Сонда ол және басқа қызметшілерін жіберіп, мірәт етілгендерге айтыңлар: міне, мен зияпатымды таярлап қойдым. Өгіздерім де, семіртілген малларым да сойылды. Әммесі де тайын, тойға келсін деп айтып қалыпты. Бірақ мірәт етілгендер оның сөзіне кеуіл аудармапты. Кімісі егістік жеріне, кімісі сауда сатығына кетіпті. Ал кейбіреулері патшаның қызметшілерін ұстап алып, қорлап өлтіріпті. Бұны естіген патша қаһарленіп, өзінің әскерлерін жіберіпті. Сол жинаятшыларды өлтіріп, олардың қалаларын өртетіп жіберіпті. Сонда ол өзінің қызметшілеріне: тойдың асы таяр, бірақ мірәт етілгендер ылайықсыз болды. Сондықтан енді сіздер жол дәрбеттеріне барып, ұшыратқанларыңыздың бәрін тойға шақырып келіңдер, депті. Сонда қызметшілері жолдарға шығып,
ұшыратқанларының бәрінде жақсысы болсын, жаманы болсын шақырып жинап келіпті. Тойхана қонақтарға толы болыпты. Патша қонақтарды көруге кіргенде, той киімін кимеген біреуге көзі түсіп, оған: «Әй достым, сен бұл жерге той киімсіз қалай кіргенсің?» депті. Бірақ ол үндемепті. Сонда патша қызметшілеріне бұйырып, былай депті: «Мынаның аяқ қолын байлап, сыртқы қараңғылыққа таслаңлар. Ол сол жерде жылап, пұшайма жейді. Өйткені мірәт етілгендер көп, ал таңлап алынғандар аз». Сонда парисейлер сыртқа шығып кетіп, Исаны қалай сөзінен тұту туралы ойласа баслады. Оған Хиродтың адамлары менен бірге өздерінің шәкіртлерін жіберіп, былай деп айтқызды: «Ұстаз, біздер сенің дұрыс адам екеніңді, һәм жағымпазлық етпейтұғыныңды білеміз. Себебі сен адамлардың бет жүзіне қарамайсың. Солай етіп біздерге айтшы, сен мынаған қалай қарайсың? Рим патшасы Қайсарға салық төлеу дұрыс па, ямаса на дұрыс па?» Бірақ Иса олардың харам ниетін біліп, оларға: «Әй, екі жүзділер, сіздер мені неге сынап атырсыздар? Маған салық теңгесін көрсетіңлер» деді. Олар оған 1 динар әкеліп берді. Ол: «Бұнда кімнің суреті бар, һәм кімнің аты жазылған?» деп сұрады. Олар: «Рим патшасы Қайсардың» деп жауап берді. Сонда Иса: «Олай болса, Қайсардың хақын Қайсарға, Құдайдың хақын Құдайға беріңлер» деді. Олар бұны естіп, таң қалысты, һәм оның жанынан кетіп қалды. Қайта тірілу жоқ деуші саддукейлер сол күні Исаға келіп, былай деп сұрау қойды: «Ұстаз, Муса біреу баласы болмай өлсе, ізінде қалған жесіріне інісі үйленіп, ағасының ұрпағын дауам еттірсін деген ғой. Бізде 7 ағайлы жігіт бар еді. Солардың біріншісі үйленіп, қайтыс болды. Баласы болмағанлықтан хаялы інісіне қалды. Екіншісіне де, үшіншісіне де, хәтте 7-шісіне де солай болды. Бәрінен кейін хаялдың өзі де қайтыс болды. Ал енді қайта тірілуде, ол 7-інің ішінде қайсының хаялы болады? Ол олардың һәммесіне де хаял болған еді ғой». Иса оларға жауап қайтарып, былай деді: «Сіздер мұхаддес жазуларды да, Құдайдың құдіретін де білмегенліктен алжас тұрсыздар. Өйткені адамдар қайта тірілуде үйленбейді де, тұрмысқа да шықпайды, ал аспандағы періштелер сияқты болады. Өлгендердің қайта тірілуі туралы Құдайдың сіздерге айтқанларын оқымағансыздар ма? Құдай: «Мен Ибраимның Құдайымын, Исақтың Құдайымын, Яқыптың Құдайымын» деген ғой. Құдай өлілердің емес, ал тірілердің Құдайы. Бұны естіген халық оның тәлиматына таң қалды. Исаның саддукейлерді сөйлетпей таслағанын естіген парисейлер бір жерге жиналысты. Олардың арасынан бір діни мұғалім Исаны сынамақшы болып, онан: «Ұстаз, мұқаддес низамдағы ең басылы бұйрық қайсы?» деп сұрады. Иса оған: «Ең болған Құдайыңды бүткіл жүрегің, бүткіл жаның, бүткіл ақыл ойыңменен сүй. Бұл бірінші һәм ең басылы бұйрық. Екіншісі де сол сияқтылы. Өзіңді сүйгенің сияқтылы жаныңдағы адамды да сүй. Бүткіл мұқаддес низам да, пайғамбарлардың жазулары да осы екі бұйрыққа текарланған» деді. Парисейлер жиналып болғаннан соң, Иса олардан: «Масих хақында не ойлайсыздар? Ол кімнің ұрпағы?» деп сұрады. «Ол Дауыттың ұрпағы» деді олар. Иса олардан: «Олай болса, Дауыт мұқаддес ұрықтан илхамланып, Масихты қалайынша ием деп атаған? Ол былай деген ғой: ием менің иеме айтты: дұшпанларыңды аяғының астына бастырмағанымша, менің оң жағымда отыр. Солай етіп, Дауыт оны ием деп атаған болса, ол қалайынша оның ұрпағы болады?» деп сұрады. Оған ешкім де жауап бере алмады. Һәм сол күннен баслап, оған сұрау беруге ешкімнің батылы бармады. Матта жазған қош хабар
23 бап. Сонда Иса халыққа һәм өзінің шәкіртлеріне былай деді: Мусаның орнығына діни мұғалімлер менен фарисейлер отырды. Сондықтан олардың сіздерге айтқанларының һәммесінде орынлаңдар. Бірақ олардың істегенін істемеңдер. Себебі олар айтады, бірақ айтқанларын өздері істемейді. Олар көтере алмайтын ауыр жүклерді байлап, адамлардың иілеріне жүклейді. Ал өздері оларды бармағы менен де қозғағысы келмейді. Олар барлық істерін адамлардың көзіне түсу үшін ғана істейді. Маңайларына, іштерінде мұқаддес низам аяттары жазылған құтыларын үлкен етіп байлап, киімлерінің шашакларын ұзын етіп қояды. Олар тойларда төрде, мәжілісханаларда сыйлы орында отыруды жақсы көреді. Базарда адамлардың өздеріне сыйлап сәлем беруін һәм өздерін ұстаз деп атауын ұнатады. Ал сіздер өздеріңізді ұстаз деп ататпаңлар. Өйткені сіздердің жалғыз-ақ ұстазыңыз бар. Сіздердің бәріңіз бір-біріңізге туысқансыз. Жер жүзінде ешкімді де әке деп атамаңлар. Өйткені сіздердің жалғыз-ақ әкеңіз бар. Ол аспанда. Өздеріңізді жолбасшы деп те ататпаңлар. Себебі сіздердің жалғыз-ақ жолбасшыңыз бар. Ол Масих. Араңыздағы ең ұлыңыз сіздердің қызметшіңіз болсын. Өйткені кімде-кім өзін жоғары тұтса, ол пәсілетіледі. Кімде-кім өзін пәс тұтса, ол жоғары болады. Әсірет шегесіздер, діни мұғалімлер һәм фарисейлер, екі жүзділер. Себебі сіздер адамларға аспан патшалығының есігін жабасыздар. Өздеріңізде кірмейсіздер. Кіргісі келгендерді де кіргізбейсіздер. Әсірет шегесіздер, діни мұғалімлер һәм фарисейлер, екі жүзділер. Сіздер өз дініңізге бір адамды болса да енгізу үшін теңізді де, құрғақлықты да айланып шығасыздар. Егер біреу енген болса, оны өздеріңізден де екі есе жаман дозақы қыласыздар. Әсірет шегесіздер, соқыр жетелеушілер. Сіздер былай дейсіздер ғой: кімде-кім ибадатхана менен ант етсе, ол антын орындауға міндетті емес. Ал кімде-кім ибадатханадағы алтын менен ант етсе, ол антын орындауға міндетті. Ей, ақылсыз соқырлар, қайсысы ұлырақ? Алтын ба ямаса алтынды мұқаддес қылатуын ибадатхана ма? Және де кімде-кім құрбанлық шалынатуын орынменен ант етсе, ол антын орындауға міндетті емес. Ал кімде-кім оның үстіндегі құрбанлық менен ант етсе, ол антын орындауға міндетті дейсіздер. Ей, соқырлар, қайсысы ұлырақ? Құрбанлық па, ямаса құрбанлықты мұқаддес қылатуын құрбанлық шалынатуын орын ба? Солай етіп, құрбанлық шалынатын орынменен ант етуші адам орынменен де, орынның үстіндегілердің һәммесі менен де ант еткен болады. Ибадатхана менен ант етуші адам ибадатхана менен де, онда жасайтуын Құдай менен де ант еткен болады. Аспан менен ант етуші адам Құдайдың тақты менен де, оның үстінде отырған Құдай менен де ант еткен болады. Әсірет шегесіздер, діни мұғалімлер һәм фарисейлер, екі жүзділер. Сіздер жалбыз, анис, зире сияқлы өсімліктердің оннан бірін Құдайға бересіздер. Бірақ мұқаддес низамдағы ең басыларына, әділдікке, мейірім шапаатке һәм садықлыққа көңіл бөлмейсіздер. Бұны да істеп, оны да қалдырмауыңыз керек еді ғой. Ей, шіркейді сүзіп таслап, түйені жұтатуын соқыр жетелеушілер, әсірет шегесіздер, діни мұғалімлер һәм фарисейлер, екі жүзділер. Сіздер табақ кеселердің сыртын тазалайсыздар, бірақ олардың іші нәпсі қаулық һәм шүвенсіздікке толған ғой. Ей, соқыр фарисей, сен дәстеп табақ кесенің ішін тазала, сонда олардың сырты да таза болады. Әсірет шегесіздер, діни мұғалімлер һәм фарисейлер, екі жүзділер. Сіздер хәкленген қабірлерге ұқсайсыздар. Олар сыртынан сұлу бол көрінсе де, іші өліклердің сүйеклері менен патаслыққа толған ғой. Сол сияқлы сіздер де сыртыңыздан адамларға өздеріңізді хақ адам етіп көрсетесіздер. Бірақ ішлеріңіз екі жүзділік менен жауыздыққа толы. Әсірет шегесіздер, діни мұғалімлер
һәм фарисейлер екі жүзлілер. Сіздер пайғамбарларға мазарлар орнатасыздар. Хақ адамлардың естеліктерін безеп, егерде ата бабаларымыздың заманында өмір сүргенімізде, пайғамбарлардың қанын төгулеріне оларға шеріклес болмас едік дейсіздер. Солай етіп, өздеріңіздің пайғамбарларды өлтіргендердің ұрпағы екендігіңізді дәлелейсіздер. Ата бабаларыңыздың істеген күнәларының мөлшерін толықтыра беріңдер. Жыланлар, улы жыланлардың тұқымлары, сіздер қалай етіп дозақ жазасынан қашып құтылмақшысыздар. Сол себеплі мен сіздерге пайғамбарларды, даналарды, діни мұғалімдерді жіберемен. Сіздер олардың кейбіреулерін өлтіресіздер, кейбіреулерін атанақ ағашқа шегелейсіздер, басқаларын мәжіліс қаналарыңызда қамшылап қаладан қалаға қудалайсыздар. Солай етіп, хақ Абылдың қанынан бастап, ібадатханадағы мұқаддес қаны менен құрбанлық шалынатын орынның арасында сіздер өлтірген Барахияның ұлы Зекерияның қанына дейін жер бетінде төгілген хақ адамлардың қанларының бәрі де сіздердің мойындарыңызға жүкленеді. Сіздерге шынын айттырман, бұлардың әммесі үшін осы әулет жазаға тартылады. Ох, Иерусалим, Иерусалим, пайғамбарларды өлтіруші, Құдайдың саған жібергенлерін таспенен ұрушы қала, өз шөжелерін қанатының астына алған мәкен сияқлы, мен де сенің балаларыңды неше рет жинамақшы болдым. Бірақ сіздер қалемедіңдер. Міне, үйіңізді Құдай таслап кетіп, ол қаңырап қалады. Сіздерге айтатуным, Құдайдың атынан келуші жарылқанған деп айтқанларыңызға дейін, мені қайтып көрмейсіздер. Матта жазған қош хабар 24-ші бап. Иса ібадатханадан шығып баратырғанда, шәкіртлері оған ібадатхананың имаратларын нұсқап көрсету үшін қасына келді. Сонда Иса оларға: Мыналардың бәрін көріп тұрсыздар ма? Сіздерге шынын айттырман. Бұл жерде тас үстінде тас қалмайды. Әммесі қиратылады, деді. Соннан соң ол Зәйтүн тауында отырғанда, шәкіртлері аулақта оның қасына келіп: Ұстаз, бұның қашан болатығын біздерге айтып бер. Сенің келуіңді һәм осы заманның ақырын қандай белгі білдіреді? деп сұрау қойды. Иса оларға былай деп жауап берді: Біреулердің сіздерді алдауынан сақ болыңлар. Себебі көплер менің атым менен келіп, мен Масихпан деп көп адамларды алдайды. Сіздер ұрыстардың шауқымын һәм ұрыстар хақында мыш-мышларды естігенде қауітерленбеңдер. Бұлардың болуы шарт, бірақ бұл елі ақыры емес. Өйткені миллет-миллетке қарсы, патшалыққа қарсы көтеріледі. Көп жерлерде ашаршылықлар һәм жер сілкінулер болады. Ал бұлардың әммесі толғақ азамның баслануындай болады. Сонда сіздерді қинауға ұстап береді һәм өлтіреді. Менің атым үшін барлық халықлар сіздерді жек көреді. Сонда көп адамлар сенімнен қайтады. Бір-біріне сатқылық істеп, бір-бірін жек көреді. Көплеген жалған пайғамбарлар пайда болып, көп адамларды алдайды. Жауызлық көбейгендіктен көп адамлардың сүйіспеншілігі суиды. Бірақ ақырына дейін шыдаған құтқарылады. Аспан патшалығы туралы қош хабар бүткіл жер жүзіне жарияланып, барлық халықларға куәлік болады. Сонан кейін осы заманның ақыры келеді. Ал Даниэл пайғамбар алдын ала айтқан уайран етуші жеркенішілінің мұқаддес орында тұрған көргеніңізде, оқанада мәнісін түсінсін. Яхудиядағылар тауларға қашсын. Кімде-кім үйінің төбесінде болса, үйінен бір нәрсе алайын деп төменге түспесін. Кімде-кім атызда болса, шапан алайын деп ізіне қайтпасын. Сол күнлері жүклі һәм емзулі хаялларға қандай қиын болады. Қашатын уақытларыңыз қыс маусыміне, ямаса демалыс күніне тура келмесін деп Құдайға дуа етіңдер. Себебі сонда дүния жаратылғаннан бері осы күнге дейін болмаған һәм қайтып болмайтын ұлы апат болады. Егер сол күндердің саны қысқартылмағанда, ешкімде құтқарылмаған болар еді.
Бірақ Құдай өзінің таңлап алған адамлары үшін сол күндердің санын қысқартады. Сонда егер сіздерге біреу, қараңлар, Масих бұл жерде, ямаса ол ана жерде десе, сенбеңлер. Өйткені жалған масихлар һәм жалған пайғамбарлар пайда болып, егер мүмкін болса, Құдайдың таңлап алғанларын да алдау үшін ұлы караматлы белгілер һәм таң қаларлық істерді көрсетеді. Дыққат етіңдер, мен сіздерге алдын ала айтып атырман. Солай етіп, егер сіздерге, міне, ол шөлстанда десе, шықпаңлар. Ямаса, ол жасырын бөлмелерде десе, сенбеңдер. Себебі адам ұлының келуі шығыста пайда болып, аспан бойлап батысқа зулап өткен жылдырындай болады. Өлік қай жерде болса, құзғылдар сол жерге жиналады. Сол күндердің апатынан соң, бірден күн қараңғыланады. Ай өз жақтысын түсірмейді. Жұлдыздар аспаннан түсіп, аспан күшлері сілкінеді. Сонда аспанда адам ұлының караматлы белгісі көрінгенде, жер жүзіндегі барлық халықтар жылай бастайды. Олар адам ұлының ұлы құдірет һәм салтанатпенен аспандағы бұлттарда киятырғанын көреді. Карнайдың күшлі дауысы менен ол өзінің періштелерін жібереді. Һәм олар дүнияның төрт тарапынан, аспанның бір шетінен бастап, екінші шетіне дейін оны таңлап алғанларын жинап келеді. Әншір ағашы мысалға алыңлар. Оның шақалары жұмсарып, жапырақ шығара бастағанда, жаздың жақын екенін білесіздер. Сол сияқлы, сіздер ұсылардың әммесін көргеніңізде, адам ұлының жақынлап, есік алдында тұрғанын біліңдер. Сіздерге шынын айттырман. Бұл әулет жойылып кетпесінен бұрын, ұсылардың әммесі болады. Аспан менен жер жойылады, бірақ менің сөздерім ешқашан жойылмайды. Бірақ сол күнді һәм сол саатты ешкім де білмейді. Аспандағы періштелер де, олдың өзі де. Тек қана әкем біледі. Нұқтың заманында қалай болған болса, адам ұлы келгенде де солай болады. Өйткені су тасқынынан бұрын Нұх кемеге мінген күнге дейін адамлар ішіп жеді, үйленді, тұрмысқа шықты. Су тасқыны басып, бәрін қырып жойғанға дейін олар аңғармады. Адам ұлы келгенде де солай болады. Сол уақытта екі адам атызда болса, біреуі алынып, екіншісі қалдырылады. Екі хаял дігірман тартып отырса, біреуі алынып, екіншісі қалдырылады. Солай етіп, сергек болыңлар. Себебі иеңіздің қашан келетуін білмейсіздер. Мынаны біліп қойыңлар. Егер үй иесі ұрының, түннің қайсы уақытында келетуін білсе, ұйықламай, үйіне ұрының бұзып кіруіне мүмкіншілік бермеген болар еді. Сондықтан сіздер де таяр болып тұруыңыз шарт. Өйткені адам ұлы сіздер ойламағанда келеді. Иесі үй ішімдегілерді басқарсын, һәм оларға уақытында ауқатын берсін деп тайынлаған сенімлі һәм ақыллы қызметші кім? Иесі келгенде, оның солай істеп атырған көрсе, сол қызметші бақытлы. Сіздерге шынын айттырман. Иесі оны өзінің бүткіл мал мүлкін басқарушы етіп тайынлайды. Ал егер сол қызметші жаман болып, ішінен ием тез келе қоймас деп ойлап, қызметші жолдастарын сабап, маскүнемдер менен бірге ішіп жесе, сонда сол қызметшінің иесі күтпеген күні һәм ойламаған уақытта келіп, оны қатты жазалап, екі жүзділердің ауқалына салады. Сол жерде ол жылап, пұшайман жейді. Матта жазған қош хабар 25 бап. Сол күні аспан патшалығы шыраларын алып, күйеуді қарсы алуға шыққан 10 қызға ұқсайды. Олардың 5-еуі ақылсыз, ал 5-еуі ақыллы болыпты. Ақылсыз қыздар шараларын алыпты да, бірақ ауысықмай алмай шығыпты. Ал ақыллы қыздар шаралары мен қоса май құйылған ыдыстарында алып шығыпты. Күйеу кешкеннен соң олардың әммесі қалғып, ұйқылап қалыпты. Бірақ түн ортасы болғанда, күйеу киятыр, оны қарсы алуға шығыңлар деп бақырған дауыс естіліпті. Сонда қыздардың әммесі тұрып, өздерінің шараларын таярлапты. Ақылсыз қыздар ақыллыларға, біздерге майларыңыздан азмаз беріңлер, шараларымыз сөніп атыр депті.
Ал ақыллы қызлар, біздерге де, сіздерге де жетпей қалуы мүмкін. Жақсысы, сатушыларға барып сатып алыңлар, деп жауап беріпті. Олар май сатып алуға кеткен уақытта, күйеу келіп, таяр тұрған қыздар оның менен бірге тойханаға кіргеннен соң, қапы бекітіліпті. Соңынан қалған қыздар да келіп, ием, біздерге қапыны аш, деп жалыныпты. Бірақ ол, сіздерге шынын айтып тұрман, мен сіздерді танымайман, деп жауап қайтарыпты. Солай етіп, сергек болыңлар. Себебі адам ұлының келетін күнін һәм уақытын білмейсіздер ғой. Аспан патшалығы бір адамның ұзақ жолға кетпесінен бұрын қызметшілерін шақырып алып, оларға өзінің мал мүлкін аманат еткеніне ұқсайды. Олардың ұқымына қарай, біреуіне 5, екіншісіне 2, үшіншісіне 1 талант беріп, жолға атланыпты. 5 талант алғаны дәру барып, ақшаны саудаға айландырып, және 5-еуін арттырыпты. 2 талант алғанды солай істеп, және 2-еуін арттырыпты. 1 талант алғаны барып, иесінің ақшасын жерге көміп жасырыпты. Арадан көп уақыт өткеннен соң, қызметшілердің иесі қайтып келіп, олардан есап талап етіпті. Сонда 5 талант алғаны және 5-еуін әкеліп, ием, маған 5 талант берген едіңіз. Мінекей, мен және 5-еуін арттырдым депті. Иесі оған, бәрекелді, жақсы һәм сенімлі қызметшім. Кішкене істе сенімлі болдың. Мен саған үлкен іс тапсырмақшымын. Жүр, менің қуанышыма ортақ бол депті. 2 талант алғанында келіп, ием, сіз маған 2 талант берген едіңіз. Мінекей, мен және 2-еуін арттырдым депті. Иесі оған, бәрекелді, жақсы һәм сенімлі қызметшім. Кішкене істе сенімлі болдың. Мен саған үлкен іс тапсырмақшымын. Жүр, менің қуанышыма ортақ бол депті. Соңынан 1 талант алғанда келіп, ием, сіздің қатал адам екеніңізді білемен. Сіз өзіңіз екпеген жеріңізден орып, шашпаған жеріңізден жинайсыз. Сондықтан мен сізден қорқып, талантыңызды жерге көміп жасырған едім. Мінекей, ақшаңызды алың, депті. Ал иесі оған жауап қайтарып, былай депті. Ей жаман һәм жалқау қызметшім, менің өзім екпеген жерден орып, шашпаған жерден жинайтұғынымды сен біліпсің. Сондықтан да менің ақшамды айланысқа жіберетін адамға беруің тиіс еді. Қайтып келгенімде өзімдікін пайдасы менен алар едің ғой. Енді оннан талантты алыңлар да, оны 10 таланты барға беріңдер. Өйткені кімде бар болса, оған және де мол етіп беріледі. Ал кімде жоқ болса, оның бары да тартып алынады. Ал мына жарамсыз қызметшіні сыртқы қараңғылыққа шығар тастаңлар. Сол жерде ол жылап, пұшайман жейді. Адам ұлы өз салтанатында һәм барлық періштелеріменен бірге келгенде, өзінің салтанаты тақтына отырады. Сонда барлық халықтар оның алдына жиналады. Һәм ол шопанның қойларды ешкілерден айырғаны сияқты, оларды айырып бөледі. Қойларды оң жағына, ешкілерді сол жағына қояды. Сонда патша оң жағындағыларға, келіңдер, әкемнен жарыл қалғанлар. Дүния жаратылғаннан бері сіздер үшін тайырлап қойылған патшалықты мирас етіп алыңлар. Себебі мен аш болғанымда сіздер маған ауқат бердіңлер. Шөлдегенімде су бердіңлер. Жат жерде жүргенімде мені қабыл алдыңлар. Жалаңаш болғанымда маған киім бердіңлер. Науқас болғанымда мені күттіңлер. Қамақта болғанымда маған келдіңлер, дейді. Сонда хақ адамлар оған, ием, біздер қашан аш болғаныңды көріп, саған ауқат бердік. Қашан шөлдегеніңді көріп, су бердік. Қашан жат жерде жүргеніңді көріп, сені қабыл еттік. Қашан жалаңаш болғаныңда саған киім бердік. Қашан науқас, ямаса қамақта болғаныңды көріп, саған бардық, дейді. Патша оларға жауап беріп, сіздерге шынын айттырман. Сіздердің осы істерді менің мына ең қарапайым туысқандарымның біреуіне істегеніңіз, маған істегеніңіз болады, дейді. Сонан кейін ол сол жағындағыларға, ей қарыз алғанлар, менің қасымнан арман, шайтан һәм оның қызметшілері үшін тайырланып қойылған мәңгілік отқа кетіңлер. Өйткені мен аш болғанымда сіздер маған ауқат бермедіңлер. Шөлдегенімде су бермедіңлер.
Жат жерде жүргенімде мені қабыл алмадыңлар. Жалаңаш болғанымда маған киім бермедіңлер. Науқас қамақта болғанымда маған келмедіңлер, дейді. Сонда олар жауап беріп, ием, біздер сенің қашан я аш болғаныңды, я шөлдегеніңді, я жат жерде жүргеніңді, я жалаңаш, я науқас, я қамақта болғанды көріп, саған қызмет етпедік, дейді. Сонда патша жауап қайтарып, сіздерге шынын айттырман. Сіздер осы істерді мына ең қарапайым біреуіне істемегеніңіз, маған істемегеніңіз болады, дейді. Солай етіп, олар мәңгілік азапқа жіберіледі, ал хақ адамлар мәңгілік өмірге еріседі. Матта жазған қош хабар 26 бап. Иса осы сөздердің әммесін айтып болғаннан кейін өз шәкіртлеріне: Енді 2 күннен соң құтқарылу байрамы болатынын білесіздер. Сонда адам ұлы атанақ ағашқа шегеленуге ұстап беріледі, деді. Сол уақытта бас руханилер һәм халық ақсақаллары Каяфа деген бас руханидың хәулісіне жиналды. Олар Исаны хиле менен қолға түсіріп алып, өлтіру хақында тіл біріктірді. Бірақ олар: Халық арасында қозғалан болмау үшін бұл істі байрам күндері істемейік, десті. Иса Битанияда бұрын мақау кесел болған Симонның үйінде дәстүрхан басында отырғанда, қолында қымбатлы әтір майға толған мәрмер ыдысы бар бір хаял оның қасына келіп, әтір майды оның басына құйды. Бұны көрген шәкіртлері ашуланып: Бұндай ысырапкершіліктің не керегі бар? Бұл әтір майды қымбатқа сатып, ақшасын жарларға үлестіруге болар еді ғой, десті. Бірақ Иса бұны естіп, оларға: Бұл хаялды неге ұялтып атырсыздар? Ол маған жақсылық істеді ғой. Жарлылар сіздерменен барқұлла бірге, ал мен сіздерменен барқұлла бірге болмайман. Ол бұл әтір майды денеме құйып, мені жерлеуге таярлады. Сіздерге шынын айттырман. Қош хабар дүнияның қай жерінде жарияланса да, бұл хаял еске алынып, оның істеген ісі айтылатын болады, деді. Соңынан Исаның 12 шәкіртінің бірі болған Яхуда Искариот деп аталған адам бас руханилерге барып: Исаны сіздерге ұстап берсем, маған не бересіздер? деп сұрады. Олар оған 30 күміс теңге ұсынды. Яхуда да сол уақыттан баслап Исаны ұстап беруге қолайлы пайт іздеді. Ашытқысыз нан байрамының бірінші күнінде Исаның шәкіртлері оған келіп: Құтқарылу байрамының асын жеуің үшін қай жерде таярлық көруімізді қалайсың? деп сұрады. Ол жауап беріп, былай деді: Қаладағы пәленше деген адамға барып, оған: Ұстазымыз, менің күнім жақынлап қалды. Шәкіртлермен бірге байрам ауқатын сенің үйіңде жеймен деді, деп айтыңлар. Шәкіртлері Исаның тапсырғанын істеп, байрам ауқатын таярлады. Кеш болғанда Иса 12 шәкірті менен бірге дәстүрхан атрапына отырды. Олар ауқатланып отырғанда, Иса оларға: Сіздерге шынын айттырман. Араңыздағы біріңіз маған сатқынлық істейді, деді. Сонда олар қатты қапа болып, бірінен соң бірі оннан: Мен емеспен бе, ием? деп сұрай баслады. Иса оларға жауап беріп: Менің менен бірге табаққа қолын салғанның өзі маған сатқынлық істейді. Дегенменен адам ұлы өзі хақында мұқаддес жазуда айтылғандай баратыр. Бірақ адам ұлына сатқынлық қылушы әсірет шегеді. Ол адамның бұл дүнияға келмегені өзі үшін жақсырақ болар еді, деді. Сонда оған сатқынлық қылатұғын Яхуда: Мен емеспен бе, ұстаз? деді. Иса оған: Бұны сен өзің айттың, деп жауап берді. Олар ауқатланып отырғанда, Иса нанды алып, Құдайға шүкірлік етті. Һәм оны сындырып, шәкіртлеріне берді де: Алыңлар, жеңдер, бұл менің денем, деді. Соңынан ол кесені қолына алып, Құдайға шүкірлік етті. Һәм оларға кесені беріп,
былай деді: Әмеңіз бұндан ішіңдер. Себебі бұл көп адамның күналарының кешірілуі үшін төгілетұғын, жаңа келісімді бекітетұғын менің қаным. Сіздерге айтатұғыным, әкемнің патшалығында сіздер менен жаңасын ішетұғын күніме дейін, мен бұндай жүзім ішімлігінен қайтып ішпеймін. Соңынан олар Құдайды жырлайтұғын қосық айтып, Зәйтүн тауына кетті. Сонда Иса оларға: Бұл түні әммеңіз мені таслап кетесіздер. Өйткені мұхаддис жазуда былай деп айтылған: шопанды ұрғанымда сүрудегі қойлар тарқап кетеді. Бірақ қайта тірілгеннен кейін сіздерден бұрын Галилаға бараман. Деді. Петр оған жауап беріп: Сені әммесі таслап кетсе де, мен сені еш қашан таслап кетпеймін. Деді. Иса оған: Саған шынын айт тұрман. Бүгін түнде қора шағыраман дегенше, сен меннен 3 рет танасаң. Деді. Петр оған: Маған сенің менен бірге өлуге тура келсе де, мен сенен еш қашан танбайман. Деді. Басқа шәкіртлерінің әммесі де солай деді. Соңынан Иса шәкіртлері менен бірге Гетсемани деген жерге келіп, оларға: Мен ана жерге барып дуа етіп боламан дегенше, сіздер осы жерде отырыңлар. Деді. Өзі менен бірге Петрді һәм Зебедейдің 2 ұлын алып кетті де, қайғырып қинала баслады. Сонда Иса оларға: Жаным өлерде қиналып тұр. Сіздер осы жерде қалып, менен бірге сергек болып тұрыңлар. Деді. Соңынан ол біраз шетірек барды да, бетін жерге басып, былай деп дуа ете баслады: Әкем менің, егерде мүмкін болса, бұл азап кесесі менен өтсін. Бірақ менің емес, сенің қалуың болсын. Шәкіртлерінің қасына қайтып келіп, олардың ұйқылап атырғанын көрді де, Петрге: Солай етіп, сіздер менен бірге ұйқыламай, 1 саатта отыра алмадыңлар ма? Азғырылмауыңыз үшін сергек болып дуа етіңдер. Рух қалейді, бірақ дене хәлсіз. Деді. Иса 2 рет барып, және былай деп дуа етті: Әке жаным, егер бұл азап кесесі мен ішпей, менен өте алмаса, онда сенің еркің орынлансын. Қайтып келіп, олардың және ұйқылап атырғанын көрді. Өйткені көздерін ұйқы басқан еді. Оларды қалдырып, және барып, 3 ретте сол сөздерін қайталап дуа етті. Соңынан шәкіртлерінің қасына қайтып келіп, оларға: Сіздер елі ұйқылап, демалып атырсыздар ма? Міне, уақыт болды. Адам ұлы гүнәһарлардың қолына ұстап беріледі. Тұрыңлар, кеттік. Қараңлар, маған сатқылық қылушы жақынлады. Деді. Иса еле сөйлеп тұрғанда, 12-нің бірі Яхуда келді. Оның менен бірге бас руханилер һәм халық ақсақаллары жіберген жүдә көп адамлар бар еді. Адамлар қолларына қылыш һәм шоқмар ұстаған еді. Исаға сатқылық қылушы оларға белгі беріп: Мен кімді сүйсем, ол соның өзі, оны қолға алыңлар. Деген еді. Ол дәру Исаның қасына барып: Ассаламу алейкум, ұстаз, деп оны сүйді. Иса оған: Ей достым, неге келдің? Деді. Сонда олар Исаға жақылап келді де, оған қол салып ұстап алды. Сол уақытта Иса менен бірге болғанлардың біреуі қылышын суырып алып, бас руханидың құлының құлағын шауып таслады. Бірақ Иса оған: Қылышыңды қынабына салып қой. Қылыш көтерушілердің әммесі де қылыштан қаза табады. Сен егер мен әзір әкемнен сұрасам, ол маған 12 легионнан да артық періште жібермейді деп ойлайсам ба? Бірақ егер ондай болса, мұхаддис жазулардағы солай болуы тиіс деген сөздер қалайынша орынланар еді? Деді. Сонда Иса халыққа: Мені ұстау үшін жинаятшыға қарсы шыққандай болып, қылышам шоқмар алып келдіңдер ме?
Мен әр күні ибадатханада отырып тәлім беретін едім. Бірақ сіздер мені ұсламадыңлар. Ұслардың әммесі пайғамбарлардың жазуларының орылану үшін болды. Деді. Сонда шәкіртлерінің әммесі оны таслап қашып кетті. Исаны қолға алғанлар оны Каяфа деген бас руханиге апарды. Ол жерге діни мұғалімлер менен ақсақаллар жиналған еді. Петр Исаға бас руханидың әулісіне дейін ұзақтан еріп барды. Һәм соңын көру үшін ішке кіріп, сақшылар менен бірге отырды. Бас руханилер һәм бүткіл жоғары кеңес Исаны өлім жазасына хүкім ету үшін оған қарсы жалған гуалық іздеді. Көплеген жалған гуалар келсе де таба алмады. Ақырында екі жалған гуа келіп, ол Құдайдың ибадатханасын бұзып, оны 3 күннің ішінде қайта тіклей аламан деп айтты. Деді. Сонда бас рухани орнынан тұрып, Исадан: Олар саған қарсы гуалық беріп атыр ғой. Сен неге еш жауап бермейсің? Деп сұрады. Бірақ Иса үндемеді. Сонда бас рухани оған: Мен саған тірі Құдайдың атыменен бұйыраман. Біздерге айтшы, Құдайдың ұлы Масих сенбісің? Деп сұрады. Иса оған: Өзің айттың. Сіздерге айтатуыным. Осы уақыттан бастап, сіздер адам ұлының, құдіретлінің оң жағында отырғанын, һәм аспандағы бұлтлардың үстінде киятырғанын көресіздер. Деді. Сонда бас рухани өз киімдерін жыртып: Ол Құдайға тіл тигізді ғой. Енді біздерге гуалардың неге керегі бар? Сіздер қазір оның Құдайға тіл тигізгенін өздеріңіз естіңіз ғой. Сіздердің хүкіміңіз қандай болады? Деп сұрады. Олар жауап қайтарып: Ол өлім жазасына тартылуы тиіс. Деді. Сонда олар оның бетіне түкіріп, оны ұра бастады. Біреулер бетінен шапалақпенен ұрып, оған: Ей, Масих, біздерге уәлилік етіп айт, сені кім ұрды? Деді. Сол уақытта Петр сыртта әулиеде отырған еді. Оның қасына бір шоры қыз келіп: Сен де Галилалы Иса менен бірге едің ғой. Деді. Бірақ ол һәм менің алдында танып: Сенің не айтып тұрғаныңды түсінбеймін. Деді. Ол дарвозаға қарай баратырғанда, оны басқа бір шоры қыз көріп, сол жердегілерге: Мына адам Насралы Иса менен бірге болған ғой. Деді. Ол ант ішіп: Мен ол адамды танымаймын. Деп және танды. Біраздан кейін сол жерде тұрғанлар Петрге жақындап келіп, оған: Шынында да, сен солардың бірісің. Бұл сенің сөйлегеніңнен анық біліп тұр ғой. Деді. Сонда Петр: Шынын айтып тұрман, мен ол адамды танымаймын. Деп ант ішіп, өзін өзі қарғай бастады. Сол уақытта қора шақырды. Сонда Исаның: Қора шақыраман дегенше, сен менен 3 рет танасаң. Деген сөзі Петрдің есіне түсті. Ол сыртқа шығып кетіп, өкіріп жылады. Матта жазған қош хабар, 27 бап. Таң атқанда, барлық бас руханилер менен халық ақсақаллары Исаны өлтіру туралы кеңесті де, оны байлатып, Римлі хакім Понти Пилатқа апарып тапсырды. Сонда Исаға сатқынлық қылған Яхуда, оның жазаға хүкім етілгені көріп, өкінді де алған 30 күміс теңгені бас руханилер менен халық ақсақалларына қайтарып беріп: Мен сатқынлық қылдым, айыпсыз қанды төктіріп күнә сіледім. Деді. Олар оған: Біздерге не? Өзің біл. Деді. Сонда Яхуда күмісті ибадатхананың ішіне лақтырып таслады да, сыртқа шығып кетіп, асылып өлді. Бас руханилер күмісті алып: Бұны ибадатхана қазынасына салуға болмайды. Себебі бұл қанның құны ғой. Деді. Олар өз ара ойласып, сол ақшаға гүләлшінің егіслік жерін сатып алды да,
оны жат жерден келгендерді жерлеуге арнады. Сондықтан сол жер осы күнге дейін қан жері деп аталады. Солай етіп, Еремия пайғамбардың алдын ала айтқан мына сөздері орынланды. Олар 30 күміс теңгені, яғни Израильдің ұрпақлары бақалаған оның құнын алып, жаратқан иемнің маған айтқанындай, гүләлшінің егіслік жері үшін берді. İsa Римлі хәкімнің алдында тұрғанда, хәкім оннан: «Сен яһудилердің патшасымысың?» деп сұрады. İsa оған: «Сол екенімді өзің айттың» деп жауап берді. Ал бас руханилер менен халық ақсақаллары оны айыплағанда ол еш жауап бермеді. Сонда Пилат оған: «Саған қарсы қаншама гуалықлар айтып атырғанын естіп тұрған жоқсың ба?» деді. Бірақ İsa'ның өзінің бірде-бір сөзіне жауап қайтармағанына хәкім қатты хайран қалды. Құтқарылу байрамында халық сораған бір тұтқынды босатып беру хәкімнің әдеті еді. Сол уақытта қамақта Бараба деген белгілі бір жинаятшы бар еді. Халық жиналып болғанда Пилат оларға былай деді: «Сізлер кімді босатып беруімді қалайсызлер? Барабаны ма, ямаса Масих деп аталатұғын Исаны ма?» Өйткені ол олардың İsa'ны өзіне күншілік пенен ұслап бергенін білетұғын еді. Пилат хүкім күрсісінде отырғанда хаялы оған мынадай хабар жіберді: Сол хақ адамға еш нәрсе істеме. Мен бүгін түсімде ол себеплі көп азап шектім. Бас руханилер менен халық ақсақаллары халықты үгітлеп: Барабаны босатып беріп, İsa'ны өлтіруді талап етіңлер, деді. Хәкім олардан: «Және?» «Сізлерге екеуінің қайсысын босатып беруімді қалайсызлер?» деп сұрады. Олар: «Барабаны!» деді. Пилат оларға: «Ал Масих деп аталатұғын İsa'ға не істейін?» деп сұрады. Олардың әммесі де: «Оны атанақ ағашқа шегелетіп тасла!» деді. Ал Пилат олардан: «Ол қандай жаманлық істеді ақыры?» деп сұрады. Бірақ олар бұрынғысынан бетер: «Оны атанақ ағашқа шегелетіп тасла!» деп бақырысты. Пилат еш нәрсе істей алмайтұғынын һәм қозғалан басыланажағын сезіп, су алды да халықтың көз алдында қолын жуып: «Бұл адамның қанының төгілуіне мен айыплы емеспін. Сізлер жауапкерсіз» деді. Бүткіл халық: «Оның қаны үшін біздер һәм біздердің балаларымыз жауапкер болғаймыз» деп жауап қайтарды. Сонда Пилат оларға Барабаны босатып берді. Ал İsa'ны қамшылатқаннан соң атанақ ағашқа шегелеуге тапсырды. Сонда хәкімнің әскерлері İsa'ны хәкімнің хәулісіне алып барып, оның алдына бүткіл әскерлерді жинады. Оның киімдерін шешіп, үстіне шым қызыл шапан кигізді де, тікенлі шыбықлардан таж өріп, оның басына салды. Оң қолына қамыс таяқты ұслатты да, оның алдында тізелерін бүгіп: «Жасасын, яһудилердің патшасы!» деп мазақ етті. Оған түкіріп, қамысты алып, оның басына ұрды. Оны мазақ қылып болғаннан соң, үстіндегі шым қызыл киімді шешіп алып, оған өз киімін кигізді де, атанақ ағашқа шегелеу үшін алып кетті. Әскерлер шығып баратырғанда, Симон атылып бір кіренелі адамды ұшыратып, оны İsa'ның атанақ ағашын арқалап алып жүруге мәжбүрледі. Голгота деп аталған, яғни бас сүйек орны дегенді аңлататығын жерге келгенде, олар İsa'ға өт қосылған шарапты ішуге берді. Бірақ ол татып көріп, ішуден бас тартты. Оны атанақ ағашқа шегелеп болғаннан соң, шек тасласып, киімлерін өз ара бөлісті. Соңынан отырып, оны қарауылады. Оның айыбын көрсететұғын бұл яһудилердің патшасы İsa деген жазуды
бас бетіндегі ағашқа қағып қойды. Иса менен бірге екі қарақшыны да, біреуін оң тәрепіне, екіншісін сол тәрепіне атанақ ағашларға шегеледі. Исаның жанынан өтіп баратырғанлар басларын шайқады, һәм оны мазақ етіп: Ей, ибадат қаланы бұзып, оны 3 күннің ішінде қайта тіктележек болған сен, егер сен Құдайдың ұлы болсаң, қанекей, өзіңді өзі құтқар, атанақ ағаштан түсіп көрші, десті. Бас руханилер, діни мұғалімдер һәм ақсақаллар да оның үстінен күліп, былай деді: Бұл басқаларды құтқарып, өзін өзі құтқара алмайды. Егер ол Израильдің патшасы болса, әзір атанақ ағаштан түссін. Сонда біздер оған сенерміз. Ол Құдайға арқа сүйеп тұр. Егер Құдай қалесе, әзір оны құтқарсын. Себебі ол мен Құдайдың ұлыман деген еді ғой. Иса менен бірге атанақ ағашқа шегеленген қарақшылар да оны ұсылай мазақ етті. Түскі саат 12-ден бастап, түстен кейін саат 3-ке дейін бүткіл жерді қараңғылық қаплап тұрды. Саат 3-лер шамасында Иса қатты дауыспенен: Эли, Эли, лама сабақтани, яғни Құдайым, Құдайым, неге мені таслап кеттің? деп бақырды. Сол жерде тұрғанлардың кейбіреулері бұны естіп: Ол Ілиясты шақырып жатыр, десті. Дәрі олардың біреуі жуырып барып, бір сорғышты сірке суына сіңдірді де, оны таяққа қадап, оған ішуге берді. Ал басқалары: тоқтай тұр, Ілияс келіп оны құтқарар ма екен, көрейік, десті. Иса және қатты дауыслап бақырды да жан тапсырды. Сол уақытта ибадатхананың мұқаддес ханасындағы перде жоғардан төменге дейін қақ айырылып екіге бөлінді. Жер сілкініп, жартаслар жарылды. Қабірлер ашылып, жатырған мұқаддес адамлардың көбісі қайта тірілді. Иса қайта тірілгеннен кейін олар қабірлерінен шығып, мұқаддес қалаға барды, һәм көп адамларға көрінді. Жер сілкінудің һәм басқа уақиялардың болғанын көрген жүзбасы һәм оның менен бірге Исаны қарауыллағанлар қатты қорқысып: Бұл хақиқаттан да Құдайдың ұлы екен, десті. Сол жерде ұзақтан қарап тұрған көп хаяллар да бар еді. Олар Исаның ізіне Галиладан еріп келіп, оған қызмет еткен еді. Олардың арасында Магдалалы Мариям, Яқып пенен Юсуптың анасы Мариям һәм Зебедейдің ұлларының анасы да бар еді. Кеш болғанда Ариматиядан Юсуп атлы бір бай адам келді. Ол да Исаның шәкірті еді. Ол Пилатқа барып, Исаның денесін сорады. Пилат оған беруді бұйырды. Юсуп денені алып, оны таза кепілікке орады да, өзінің жартаста ойылған жаңа қабіріне апарып қойды. Соңынан үлкен бір тасты домалатып, қабірдің аузына қойды да, сол жерден кетіп қалды. Магдалалы Мариям менен басқа Мариям сол жерде, қабірдің қарсысында отырған еді. Келесі күні, яғни Яхудилердің таярлық күнінен кейінгі дем алыс күні, бас руханилер менен парисейлер Пилаттың алдына жиналып, оған: Тақсыр, ана өтірікшінің тірі уақытында мен 3 күннен кейін қайта тірілемен дегені есімізге түсті. Сондықтан да шәкіртлері түнде келіп, оны ұрлап алып кетіп, халыққа ол өлімнен қайта тірілді деп айтпау үшін, оның қабірін 3 күнге дейін қарауылауға бұйрық берің. Олай етпесек, соңғы жалған бұрынғысынан да бетер болады, деді. Пилат оларға: Сақшылар бар ғой, барып қабірді өз білгенлеріңше күзетіңдер, деді. Олар барып, тасқа мөр басты да, қабірге сақшы қойды. Матта жазған қош хабар, 28-ші бап.
Яһудилердің дем алыс күні өткеннен соң, екшембі күні таң сәһәрде Магдалалы Мариям һәм басқа Мариям қабірді көруге келді. Бірден жер қатты сілкініп, Құдайдың періштесі аспаннан түсіп келді де, қабірдің аузындағы тасты думалатып, алып таслап, оның үстіне отырды. Періштенің түсі жылдырымдай болып, киімі қардай аппақ еді. Сақшылар онан қатты қорқып, қалтырасты, һәм өлі сияқлы болып, жаны қалмады. Періште хаялларға: Қорқпаңлар, атанақ ағашқа шегеленген Исаны іздеп келгендеріңізді білемін. Ол бұл жерде жоқ. Өзінің айтқанындай, ол қайта тірілді. Барып, оның жатқан жерін көріңлер. Әзір тез оның шәкіртлеріне барып, Иса өлімнен қайта тіріліпті. Ол сізлерден бұрын Галилаға барады. Оны сол жерде көресіздер, деп айтып барыңлар. Менің сізлерге айтатұғыным осы, деді. Хаяллар біресе қорқысып, біресе қатты қуанысып, қабірден тез шықты да, оның шәкіртлеріне хабарды жеткізу үшін асығып, жуырып кетті. Күтілмегенде Иса олардың алдынан шығып: «Ассаламу алейкум», деді. Олар жақынлап келді де, Исаның аяғын құшақлап, оған табынды. Сонда Иса оларға: «Қорқпаңлар, менің туысқандарыма барып айтыңлар, Галилаға барсын. Олар мені сол жерде көреді», деді. Хаяллар жолда жүргенде, сақшылардың кейбіреулері қалаға барып, болған уақияның барлығын бас руханилерге айтып берді. Бас руханилер ақсақаллар менен жиналысып кеңесті де, әскерлерге көп ақша беріп: Түнде біздер ұйқылап атырғанымызда шәкіртлері келіп, оны ұрлап алып кетті деп айтыңлар. Егер бұл хабар хакімнің құлағына жетсе, біздер оның менен келісіп, сіздерді har қандай бәледен сақлап қаламыз, деді. Әскерлер ақшаны алып, олардың үйретуі бойынша істеді. Ал осы сөз яһудилердің арасында бүгінгі күнге дейін кең тарқалған. 11 шәкірті Галилаға, Исаның өздеріне айтқан тауына барды. Олар Исаны көргенде, оған табынды, бірақ кейбіреулері гуманланды. Сонда Иса олардың қасына келіп: «Маған аспанда да, жерде де бүткіл билік берілген. Сондықтан да барып, барлық миллетлерді маған шәкірт қылыңлар. Оларды әкенің, ұлдың һәм мұқаддес рухтың атымен шомылдырып, менің сіздерге бұйырғанларының һәммесін орындауды оларға үйретіңдер. Мінекей, мен дүнияның ақырына дейін һәмме уақыт сіздер менен бірге боламын», деді.